Қайырлы кеш, бүгінгі көрсетілім талқыға қош келдіңіздер. Өздеріңіз көрген фильм Ардақ Әмірқұловтың Отырардың күйреуі. Бүгін бұл фильмді біз философ Әсет Құранбек және саясаттанушы Арман Әмірмен талқылайтын боламыз. Өздеріңіз байқағандай фильм өте ауқымды. Көтеріп жатқан тақырыбы контекст болсын, мүмкін философиялық бір иірімдер болсын, мәдениеттердің қақтығысы болсын. Менде осы фильмді көргенде бірінші пайда болған сұрақ, ол тарих деген не? Осыған қысқаша тоқталып өтсек. Қайырлы кеш, құрметті достар. Ең алдымен өздеріңізбен бірге осы бір фильмді көру мүмкіндігін сыйлаған Әнес мырзаға, ол кісінің бірге жұмыс істеп жатқан тобына, баршаңызға алғыс білдіргім келеді. Мен де өздеріңізбен бірінші рет осы фильмді көрдім. Бұған дейін 22 жылдан кейін қызық. Кейде осындай бір қайта бір оралулар болады, қауышулар болады, өз тарихыңмен, өз мәдениетіңмен, өз болмысыңмен. Тарихты да көптеген ғалымдар осы тұрғыда түсіндіреді. Яғни өткенді зерделеу, зерттеу, және де оны заманауи шындыққа қайтадан алып келу деп. Бұл енді бір классикалық анықтамаларының бірі тарих турасындағы. Ал біз оны қалай зерттейміз, зерделейміз деген сұрақ, ол совет режимінде де, одан кейінгі кезеңде де тіпті актуал бола түскенін біз көріп отырмыз. Өйткені біздің соңғы 30 жылдағы осы әлеуметтік гуманитарлық ғылым алаңындағы тартыстарымыздың көбісі осы біздің өткен оқиғаларға біз қалай танимыз, қалай баға береміз, қалай түсіндіреміз дегенге келіп тіреледі. Енді сонымен қатар осыған байланысты балама тарихтың да қалыптасып келе жатқандығын, және де оның да әртүрлі форматтағы көріністерінде қазіргі кезде көріп жүрміз. Бұл бір. Екінші жағынан осы тұрғыда мынандай өз пікірімді, пайымымды айтқым келеді. Әрине, біздің осы кезеңдегі жалпы ғылым, тіпті тарих десек те болады, ол сын тұрғысындағы тарих. Ал неге сын тұрғысындағы тарих дейтін болсақ, өйткені оған дейінгі біздің тарихты қашанда өзгелер тарапынан жазылғанын білесіздер. Бұл бір. Екінші, өзіміз жазған кезде ол қандай сипатқа ие болды. Біз оны қалай көрсетіп жүрміз, және оған берер бағамыз қандай. Кеше ғана өздеріңіз білесіздер, көз алдыларыңызда мына университетте оқытылатын міндетті пән деген бар. Жалпыға міндетті базалық пәндер дейді. Соның бірі Қазақстан тарихы. Осыған байланысты да әртүрлі көзқарастар болды. Әлі де бар. Біреулер оны университет жүйесінен алып тастау керек дейді. Өйткені оны онсыз да мектепте оқытады. Ал мектепте сіңірілмеген тарихты қайтадан университетте беріп не қажеті бар дейді. Ал екінші бір көзқарас, оны университетте оқу керек дейді. Өйткені ол саналылыққа, кемелдікке қадам басқан кезеңінде оны ұғынуы, түсінуі өзгеше болады дейді. Бұл тартыс және әлі тоқтаған жоқ. Бірақ не дегенмен де міндетті пән қатарында қалып отыр. Ал екінші жағынан осы мәселеге қатысты айтайын дегенім,
сол оқытылатын Қазақстан тарихының қазіргі заманғы Қазақстан тарихы болып өзгеріп, оның қайтадан Қазақстан тарихына өткеніне де көп уақыт бола қойған жоқ. Қараңыздаршы, осы біз қайтадан осы бір құндылықтарды қайта қарау дегенді қаласақ та, қаламасақ та, және де қазіргі кезеңдегі түзімге әртүрлі сын пікірлердің бар екендігіне қарамастан, қайтадан тағы да 30 жылдың ішінде жаңа бір сатыда, жаңа бір кезеңде, немесе жаңа бір асуда қайтадан қарап отырмыз. Осын да бір еске сала кеткім келеді. Біз тарихты қалай жазып жатырмыз, қалай қарастырамыз, мүмкін оқытуда қалай талас тартыстар жүріп жатыр, тағы тоқталатын боламыз. Арман мырза, мүмкін саясаттанушы ретінде, болмаса бір философиялық ракурстан қарап көрейікші. Тарих дегенде ол кімдер не үшін жазады? Маған өте қызық сұрақ. Енді тарих, біз осы залда қилы кезең киносын көрген едік. Сол кезде бұрынғы тарихымызды білмей болашақ жоқ деген сарынға келетін бір тезис айтылған болатын. Біз сол бүгінгімізді, ертеңгімізді бағалау үшін мемлекеттің іргетасын мысал берік болу үшін идеология, қандай идеологиялық бағытта дамимыз, халқымызға жаңағыдай негіз болатын, жаңа зәкір дейді ғой, якір, қайсы ұстап тұратын идеялар, қайсы тарихымыз қандай екенін көрсету үшін біз өзіміз өткенімізді зерттеп өтуіміз керекпіз. Жаңа Әсет мырза өте дұрыс айтты, біздің тарихымызды біз өзіміз жазбай келдік. Ұзақ жылдар бойы біз өзгенің көзімен қарап келе жаттық. Өйткені тарихты жеңімпаздар жазады. Өкінішке орай ұзақ уақыт бойы біздің мемлекет, біздің ел жеңімпаздардың қатарында болған жоқ. Біздің тарихты Кеңес одағының көзқарасымен қарадық. Біз тарихымызға империялық, великороссық көзқарастан қарадық. Бүгінгі бізге көрсетілген Отырар киносындағы тезистер де шынайы сондай ма? Бізге осы тарих керек па? Осы Отырардың осы образы керек па? Қайырханның осы образы керек па? Шыңғысхан қандай еді? Шыңғысханның қазақ мемлекеттілігінің бүгініне керек па, жоқ па? Бұл кірпіш болып қалануы керек па, жоқ па? Шыңғысханнан тараған ұрпағы құрған мысалы Алтын Орда қандай орын алады біздің тарихымыз үшін? Қазақстан, бүгінгі тәуелсіз Қазақстан кешегі Алтын Орданың мұрагері болса, онда біз Отырар оқиғасына қалай қарауымыз керекпіз? Егер қазақ хандығы құрылғаннан бері Жәнібек пен Керейлер құрған қазақ хандығының барлық басшылары, хандары төре тұқымынан, яғни Шыңғысханнан тараған бұтақ болып, біз оларға басқаша көзбен қарасақ, онда Шыңғысханға қалай қарауымыз керек деген сияқты осындай моменттерде біз тарихымызды зерделеуіміз бүгінгі мықты және ертеңгі мықты мемлекеттің негізі болып қалану үшін қарастыруымыз керекпіз. Өйткені жаңда Әсет мырза айтқандай, біз енді тарихымызды бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның тұрғысынан қарауымыз керекпіз. Әрине бұл мифологиялық тарих болмау керек. Бұл зерттелген, дәйектелген, бірақ қазақи көзқараста қазақ мемлекеттілігі тұрғысынан қаралған бір тарих болу керек деп ойлаймын. Осы жерде сөзіңізді бөлген жоқпын ба? Осы жерде тағы бір нәрсені қосқым келеді. Сіз сұрап отырған тарихқа негізінен классикалық анықтамалар берілген. Егер де біз осы бір екпінмен, осы бір экспрессиямен тарих дегеніміз жад, тарих дегеніміз тамыр, тарих дегеніміз топырақ деп те айта аламыз. Ал екінші жағынан тарих дегеніміз әпсана, тарих дегеніміз қиял ғажайып, тарих дегеніміз құр фактілер деп те қана айта аламыз. Сыни тарих тұрғысынан. Ал бірақ не дегенмен де бәрібір де бізге тарих керек. Өйткені тарихсыз болмайды. Шын мәнінде бұл біздің жүріп өткен жолымыз. Бірақ не дегенмен қашанда біз таза бір шынайы, кіршіксіз тарихты көрсете аламыз ба? Ол басқа мәселе. Осы фильм тұрғысынан да алда талқылауға келеміз. Менде сұрақ туып отыр. Екеуіңізде анықтамаларда, ой пікірлеріңізде мындай бір сарын пайда болды. Тарихты жеңімпаздар жазады деген. Тарих десек, бізде шындық деген бір ұғым міндетті түрде сұрақ туады. Шындық деген не? Болмаса жеңімпаздар жазса тарихты, ол қандай шындық?
Мен ойымша енді шындық мәселесі бұл философиялық категория ғой. Мысалы қанша адам бар, сонша шындық бар дейді. Әрбір халықтың, әрбір мемлекеттің өзінің шындығы бар, иә. Әркім өзінің сол шындығын дәлелдейтін тарихты табуына болады. Бұл тек қана сол бір мемлекеттердің көзқарасына ғана байланысты. Егер сізге белгілі бір тарихи факт болған оқиға сіздің мемлекетіңіздің дамуыңызға немесе халқыңыздың қазір жүргізіп жатқан саясатына қайшы келсе, сіз ол тарихты жоққа шығаруға тырысасыз барынша. Сіз барынша тарихты өзіңіздің билік құрып отырған немесе жүргізіп отырған саясаттың қалпына әкелгіңіз келіп тұрады. Сондықтан тарих бір негізгі объективті нәрсе деп мен өзім жеке қарастырмаймын, мүмкін қателік шығар. Тарих субъективті деп ойлаймын. Өйткені әрбір мемлекеттің тарихқа деген көзқарасы бар, және де тарих әртүрлі талқыланады. Мысалы, фактілер бір факт болуы мүмкін, бірақ сол фактіге көзқарас әрбір мемлекет тұрғысынан әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бұл тұрғыда енді тарихты объективті бәріне ортақ шындық деп айта алмаймыз. Өкінішке орай ақиқат емес. Ақиқат біреу болуы мүмкін, шындық көп. Тарих сол шындықтың біреуі. Әрине, тарихты анау қашанда біз примитив тарихнама деп қарастырған күннің өзінде оның ішінде де бәрібір субъективизм толып жүреді. Ал прагматикалық тұрғыдан қарадық деген кезде онда субъективизм тіпті басым болады. Жалпы гуманитарлық ғылымдар да қашанда белгілі бір дәрежеде әрине тарихты кейбіреулер таза бір позитивистік үрдіспен дәл нақты ғылым жасағысы келеді. Бірақ ол мүмкін емес. Сондықтан да ол Арман мырза айтқандай ол жерде субъективизм болады. Бұл тартпас бір нақты тарихи фактілер болуы мүмкін. Бірақ оның түсіндірмелері, жорамалдары, сонымен қатар болжамдары қашанда көп. Біздің тарихты өзгелер жазып келді дедік, тәуелсіздіктен кейін өз қолымызға тиді дейік. Біз тарихты қандай бағытта жаздық? Болмаса қандай шындық керек болды бізге тарих арқылы? Енді бүгінгі тарихымыз 30 жылдық тарих, өкінішке орай соңғы уақытта, соңғы жылдары, әсіресе 2007 жылдан 30 жылдық тарихты емес, біз тәуелсіздіктен кейін өткенімізге өзгелер жазып келген тарихты соған көзқарасымыз қандай болды деген. Біз өткенімізге де әлде сол кеңестік жазылған мәліметтерге қарап жазылды деп ойлаймын. Өйткені жеке мен тарихшы емеспін. Мүмкін бұл тұрғыда менің бұндай пікір айтуым әбестік шығар, мен қақыл емес шығармын. Бірақ мен тарих пәнін оқушы ретінде оқыған адам ретінде. Мысалы, Ұлы Отан соғысына көзқарасымыз қандай болды? Бұл тәуелсіздікке дейінгі нәрсе болды ғой. Көтеріліске, ұлт азаттық 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске қандай көзқарас болды? Мұстафа Шоқайға қандай көзқарас болды? Мысалы, 90 жылдардың аяғында бастауыш класстарда, 5-6 класстарда оқып жүргенде алаш зиялыларына көзқарас қандай болды? Дәл бүгінгідей дәріптелген жоқ қой олар. Сондықтан тәуелсіздігімізді менің ойымша, жеке бұл да субъективизм ғой. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі бізде әлде мемлекет енді тәуелсіздігінің қалпына келтіріп жатыр, үлкен саяси экономикалық дағдарыстар болып жатты, бізде кризистар болып жатты, саяси да кризис болды, экономикалық да кризис болды. Сол кезде тарих екінші планда қалды, идеология екінші планда қалды. Әсіресе кеңес одағы құлағаннан кейін жалпы идеология деген сөздің өзі бір қорқынышты нәрсе болды. Ол керек емес сияқты. Сондықтан біз өз тарихымызға енді осы соңғы жылдары жағдай орныққаннан кейін қарай бастадық деп ойлаймын. Өзіміздің көзқарасымызбен біз алашты дәріптей бастадық, біз қазақ хандығының 550 жылдығын тойладық. Оның себептері де саяси себептері басқа болуы мүмкін, бірақ бізде дәл осы жылдары басқа да қателіктер болды. Мысалға, тәуелсіз тарихымызды жазу кезінде біз өзіміздің тәуелсіздігімізді мысалы қалпына келтірілген ел ретінде қарастырмаймыз ғой өзімізді. Біз өзіміздің тәуелсіздігіміз 91 жылы
алған сияқты елміз. Тек қана 91 жылдан бастап тарихымыз басталды. Бізде ұзақ уақыт өкінішке орай мысалға Назарбаевты ұлықтау болды. Бүгінгі президент Тоқаев та, ол кезде сенат спикері болып тұрған кезде де бірнеше мәрте, одан кейін президент болғаннан кейін Қазақстан Республикасының негізін құраған, тәуелсіз мемлекеттің негізін құраған бұл Назарбаев деді. Нәтижесінде не болды? Оны естіген өте көп мемлекеттік саяси қызметкерлер бұны да қайталай бастады. Нәтижесінде Валдайда Путин қазақтардың ешқандай мемлекеттілігі болған жоқ. 91 жылы Назарбаев құрып берді деді. Одан кейін соған бір жауап ретінде біздікілер де шошып қалды әбден. Соған жауап ретінде қазақ хандығының 550 жылдығын тойладық. Енді содан кейін біз бастап алаш зиялыларын ардақтай бастадық. Біз енді мен ойымша тарихқа, Қазақстанның тәуелсіздігі қалпына келтірілген уақытқа дейінгі тарихымызға енді ғана біз өзіміздік бір Қазақстан мемлекеті тұрғысынан бізге керек тарихты жасап жатқан секілдіміз. Мен де осындай пікірдемін. Біздің тарих жазылған жоқ, жазылып жатыр. Және заңдылығы да сондай. Бұл тұрғыдағы қозғалыс жүре береді алдыға. Содан кейін тағы бір қызықты осы бір нәрсеге мән берейікші. Арман мырза қазір ғана айтты жаңағы. Бірінші тұлғаның осы тұрғыдағы тарихи тұрғыдағы рөлі туралы. Қызық, совет режимі біздің тарихты 1917 жылдан бастағысы келді. Біз содан құтылып тәуелсіздік алдық деген кезде біраз уақыт өткеннен кейін кенеттен тарихымызды 1991 жылдан бастағымыз келіп кетті. Бұл да ойланатын нәрсе. Бұл тұрғыдағы пікірім, бізде методологиялық тарих жазылып жатуымен қатар методологиялық тұрғыдағы ізденістер жүріп жатыр. Осыны ескеруіміз керек. Өйткені неден бастадық? Біз ең алдымен батырлардың тарихынан бастадық. Өзіңіз білесіз. Рулардың тарихынан бастадық. Ол әлі біткен жоқ. Рулардың әрине бұл керек. Бірақ бұндағы методология қандай? Ол сол тайпалық тұрғыдағы дүниеге бағытталған методология ма? Жоқ, шын мәніндегі біздің тарихымызды танып білуге бағытталған методология ма? Арасында айырмашылық бар. Ал бұл жолда меніңше қателеспеу деген ол дұрыс емес ұғым. Біз бәріміз қателесеміз. Қателіксіз болмайды. Өйткені мысқылдап кірген дүниенің жаңағы батпандап шығатындығы анық қой. Осы тұрғыда біздің тарихтың жазылуына, егер бұған дейін совет режимі көп кедергі жасап, көп деген негізінен алдына барьерлер қойып, көп деген эталондарды қойса, одан кейінгі сырттан келген дүниелер де осыған өз ықпалы мен әсерін тигізіп жатқанын көріп жатырмыз. Біздің оған нақты мысалды біз осы кинода жазылған тарихтан да көре аламыз. Өйткені біздің негізгі архетиптер, концептілерді екінші планға ысыру байқалады. Осы фильмде жаңа ғана мен көрген бір қуантқан, бір тартқан нәрсе. Бірақ бір қызығы болды аударма. Ал түп нұсқасында қандай екен білмеймін. Аттан деген сөз болды. Ал қазіргі біздің фильмдерде біздің негізгі архетиптер, негізгі дүниетанымдық концептілер жоқ. Өйткені оған мүдделі топтар немесе белгілі бір сыртқы идеологиямен уланған талиптер мен неофиттер негізгі әруақ, рух деген дүниелердің барлығын алып тастап құртқысы келеді. Осындай, осы кезеңде қосылған осы дүниелерді де біз ажырата білуіміз керек.
90 жылдардан кейін тарихшылардың, зерттеушілердің зерттеу өз алдына, бірақ бұл тарихты өнер арқылы қарастыруда қолға алынған сияқты. Киноға келсек, көшпенділерден негізі тапсырыс тарихқа, киноға тапсырыс көшпенділерден басталған сияқты, қателеспесем. Одан кейін жаңа Арман сіз айтқандай 550 жылдықтың науқаны басталғанда жалпы қазақ киносына бюджеттен бөлінетін қаражаттың ең ауқымды бөлігі сол тарихи фильмдерге кетті. Ол сериалға ұласты. Осындағы шындықтарға келейікші, ол фильмдер қандай бағытта көрсетіп жатыр? Идеологияның құралы ма, жоқ тарихқа бір объект қарап жатыр ма? Екеуі де дейтін болсақ, мүмкін ол да сыңар жақ пікір болар. Өйткені біз одан ұрықтанбадық, одан әсер алмадық десек, білмеймін енді. Мен өз басым жеке өзім айта алмаймын. Әрине, оның деңгейі, оның планкасының жоғарылығы ол басқа мәселе. Бірақ сенің ішіңде бір мақтаныш сезімі кернемеді, сенің ішіңде бір толқындар туындамады деп. Көңілің толмай тұрған күннің өзінде ондай болмады деп айта алмайсыз. Ол болды. Оны жасырудың қажеті жоқ. Ал енді объективті тарихқа қызмет ете ме десеңіз, оған талпыныс бар. Бірақ белгілі бір дәрежеде идеологияның да құралы болғандығын, қазірде болып жатқандығын оны да айтуымыз керек сияқты. Кино бұл идеологиялық құрал, 100%. Енді ішінде көрсетілетіні объективті ма жоқ па нәрсе. Бұл енді объективтілік жаңағыда айтып отқандай, кім үшін? Біз үшін, қазақ халқы үшін, қазақ мемлекет үшін объективті болуы мүмкін. Басқа сырт көз үшін бұл субъективті болуы мүмкін, бұл өтірік деуі мүмкін, бірақ біз өз тарихымызды жазып жатырмыз. Бұл түсіріліп жатқан кино, жазылып жатқан тарих, бұл біздің мемлекетімізге қызмет ету керек. Және де айтып отырмын ғой, объективті ма жоқ, субъективті ма. Бұл кинолар тарихи дәйектерге құрылу керек. Бірақ көзқарас бұл қазақ мемлекеттілігінің іргесін нығайтатындай болу керек. Халықты біріктіретін болу керек. Өзінің тарихты оқымаса да, бұл кино көру арқылы, мысалға, көшпенділерді көрген кезде Уәли Сұлтанның, Абылай ханның, сол кездегі батырлардың, сол кездегі қалай ұйысқанын, бірлескенін, соны көрсету керек. Біз соны көру арқылы ең болмаса қазақ тарихының белгілі бір этапындағы белгілі бір оқиғаларға деген өзіміздің көзқарасымыз болады сол кезде. Сол киноны көрген жастардың да тарихқа деген көзқарасы солай қалыптастырыла бастады. Оны объективті, субъективті жағын тарихшылар бағамдау керек. Ал мемлекеттің жасайтын нәрсесі бұл сол идеологиялық мемлекет қай бағытта дамып жатыр? Бағытымыз қандай, халқымыздың ой санасы, тарихқа деген көзқарасы қандай, сол бағытта өнім шығарып отыру болып табылады. Сондықтан мен ойымша бұл әрине идеологиялық құрал ретінде басым болды, және де бұл міндетті түрде керек болды. Мүмкін көркемдік жағы, актерлік, жаңағыдай шақырған актерлері бұл енді кинотанушыларға қалдыратын, солар ой пікір білдіретін тақырып шығар. Бірақ жеке мемлекет үшін, халық үшін бұл өте маңызды нәрселер, маңызды кинолар, маңызды телехикаялар болды деп ойлаймын өзім. Рахмет. Режиссер Ардақ Әмірқұловтың бір әңгімесінде осы фильмнің сценарийін жазушылар Алексей Герман мен Светлана Кармалита 87 жылы осы Қазақстанға, Алматыға фестивальге келген кезде, сол кезде қазақ фильмінің жетекшісі, бас редактор Мұрат Әуезов қазақ фильмі үшін сценарий жазуға тапсырыс берген екен. Бірақ әңгімеде мен түсінгенім, осы тарихты жазайық, болмаса отырардың күйреу болсын деген жоқ. Алексей Герман, күн білесіздер, кеңес үкіметінде фильмдері цензураға ұшырап көрсетілмеген өте көп қуғын көрген, жалпы орыс киносындағы өте үлкен бір кинематографист, сондықтан оларға да өте қызық болған екен. 3 жыл жазылған сценарий. Ардақтың айтуынша, Әмірқұловтың басында олар қандай тақырыпқа тоқталамыз деп талқылай келе отырардың күйреуіне тоқтаған. Бұдан байқайтынымыз, меніңше, бұл бір мемлекеттік тарихқа деген мемлекеттік тапсырыс емес, ол бір
фильмде қарасаңыздар, тек тарих емес, бұл жақта өте көп бір киноның эстетикасы, философиялық иірімдер, мәдениеттердің қақтығысына деген бір философиялық көзқарастар камераның көзімен өте көп. Осы фильмге оралайықшы. Бұндағы тарих сол кезең, 13 ғасырдағы қазақтардың деп айтсақ та болады, және болмаса осы біздің даланың қазіргі өте бір сондай империялардың қақтығысына түскен кезі, мәдениеттердің алмасып жатқан кезі, отырардың күйреуінің өзі біздің ақын жазушылардың, тарихшылардың арасында білмеймін, бізде тарихты көбінесе ақын жазушылар жазып көбірек көтеретін сияқты. Өздеріңіз білесіздер, екі мұхтардың арасында өте үлкен дау болды. Оған зиялы қауым дейміз ба, жалпы оқырман екі бөлініп қарайды. Қайсы шындық? Мағауин әрине Қайырханды, Отырарды күйретуші дейді, яғни мәдениетті құртушы. Ал Шаханов болса Қайырханды, Отырарды сақтап қалушы бір қаһарман ретінде қарастырады. Бұл фильмде жаңа Арман арасында әңгімеңізді айтып өттіңіз, Шахановтың нарративына көбірек келеді деп. Осы кезеңдегі тарихқа бір бүгінгі күннен қайырылып қарап көрейікші. Біздің осы Отырардың кезеңі, болмаса империялардың қақтығысы, жалпы біздің бүгінімізге, мәдениетімізге қандай ықпал болды? Бұл жерде фильмде өте көп көздеседі дінге қатысты бір философиялық ойлар. Сол тұрғыдан біздің мәдениетке исламның ықпалы, империялардың ықпалы қандай болды? Кеңірек тоқталып өтсеңіздер, әрине фильм контекстінде қарастырып. Жаңағы сіз айтып кеткенде қос мұхтардың Отырардың күйреуі бұл Мұхтар Шахановтың концепциясына келетін нәрсе. Бұл жерде Қайырхан ұлы хан. Қайырхан өзінің елін құтқарушы, барынша соңына дейін күресуші, үлкен бір мәдениет астанасын варварлардан, дінсіз кәпірлерден барынша қорғауға тырысқан үлкен бір мемлекеттік тұлға ретінде көрсетіледі. Енді бұл жерде Мұхтар Мағауин бар, үлкен алып жазушы, екеуі де ұлы қазақ үшін. Бірақ Мағауиннің бұл жердегі көзқарасы сәл басқаша. Мағауин үшін Шыңғысхан бұл жердегі бағаланбаған үлкен қайраткер ретінде есептейді. Және де бұл жерде Шыңғысхан өкінішке орай осы Отырар оқиғасына көзқарас кеңестік, великороссық көзқарас ретінде қарастырады. Мағауиннің айту бойынша. Әрине бұл жерде ақын жазушы болған соң екеуінде де бір идеализация бар. Шаханов Отырар ауданы, қазір бүгінгі Түркістан облысының тумасы, Шаханов өзінің Отырар эпопеясында да бұны жазады. Ол Шаханов өзін қаза болған Қайырханды бабам деп айтады. Ол өзін сол Қайырханның тұсында бір солтүстік қақпадан, артқы қақпадан шығарылып жерген бір бала шығып кетеді. Ол бала, Қайырханның бір мұнды зары бар ғой. Ол бала қашан ер жетеді, қашан Отырардың тарихын айтатын бір ақын туады деген кезде, Шаханов өзін сол ақынды көріп отыр ғой. Мен тудым, міне, мен сол ақынмын, ұлы баба, мен сенің Отырардың, кешегі бабалардың, Қайырханның, мен сендерді жеткіздім, міне, сендерді жырлап жүрген бір ұлын бар бұл жерде деген өзіне үлкен миссия арқалаған кісі ғой. Ол романтизациясы бар, идеализациясы бар. Мағауинде өзінің Шыңғысхан атты кітабын жазған кезде, ол бұл кітапты Шыңғысханның аруағына арнайды. Мағауин бұл жер бір жершілдікке салғым келмейді. Мағауин Шығыс Қазақстанның тумасы. Ол Шығыс Қазақстанда Шыңғыстау деген бар. Шыңғыстау бұл Шыңғысханның атымен аталған деген. Демек бұл жайдан жай емес, Шыңғысхан қазаққа жақын, Шыңғысханның империясын құраған ру тайпалар, бұл бүгінгі қазақтың негізін құрап отырған ру тайпалар ретінде айтады. Бұл жерде сол Шыңғысханның империясын құраған тайпалар арқылы сабақтастық бар екенін көрсетеді. Яғни екеуінің де көзқарасы бұл жерде біреуі дұрыс емес, біреуі дұрыс деп айта алмаймыз ғой. Екеуінің көзқарасы да біз айтқан қазақ халқына керекті, қазақ мемлекетіне керекті, қай жақтан қарау керектігі сол жағынан ғана дау болып отыр. Бұл жердегі Мағауиннің біз великороссық көзқарастан арылуымыз керекпіз. Біз Шыңғысханды демонизациялауды қоюымыз керекпіз.
деп айтады. Ол жерде бұл жерде енді Мағауин көзқарасындағы Қайырхан бұл ашкөзденген, өзінің мемлекетінен құртқан патша ретінде көрсетеді. Хорезм шахты да дәл солай көрсетеді, қорқақ ретінде көрсетеді. Ал Шахановта сәл идеализация бар. Енді біздің бұған деген жаңағыдай діннің қандай көрсеткіші болды көп, жаңағыдай өздерін Алланың жебесі ретінде айтады, шан тозаңдай деген тағдырға өте көп нәрсе бар. Бұл тағдырға бір фаталистік көзқарас бар. Әрине бұл исламның тікелей қатысы. 13 ғасыр ислам қазақ сахарасына енді 10 ғасырда Қараханиттермен бірге келді. Қараханиттердің империясының соңғы ханын өлтірген бұл дәл осы Хорезм шах еді. Самарқандта Қараханиттердің соңғы ханы Оспанды өлтірген Хорезм шах еді. Жалпы бұл жердегі діннің сол кездегі ықпалын сол Хорезм шах өзін барша мұсылмандардың билеушісі ретінде, сол бір халиф ретінде көрсетуі, жердегі Құдайдың дінін сақтап қалушы, қорғаушысы ретінде көрсетуінен ақ дін қаншалықты үлкен рөл ойнағанын көрсек болады. Және кинода көрсетіледі. Имамдар жаңағыдай мұнараның құлауы, бұны Алланың қаһары деп айтқан адамның тілі кесіледі. Және де бұл орайда дін дәл сол мемлекеттік саясатты жүргізудің үлкен құралы ретінде екенін көреміз. Әлі де солай қалып отыр. Халықты белгілі бір идеологемалар тұрғысында ұстап тұру, жүгендеп тұру керек болса, белгілі бір бағытқа бағыттау, белгілі бір арнамен ағызу үшін бұл жерде діннің ықпалы өте үлкен болғанын көреміз. Және де кино бұны өте кеңінен көрсеткен секілді. Жалпы фильмнің түсірілген кезеңіне қатысты айтатын болсақ, мынау екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жаһанданудың күшейіп белең алуы, бір жағынан мынау ұлттық мемлекеттер құрумен, этностың сана сезімімен ұлттық идентикасының оянып, күш алып, байрақтар күресінің өзінің және де ұлттық символдардың өзінің апогейіне жеткен уақыт еді бұл кезең. Сондықтан да мен таң қалдырғаны сценарийін жазған қазақтар емес, режиссері Герман мен Кармалитаның, бірақ олардың осы бір сценарийінде, осы бір тарихты жазуында оның да өзінің осы бір кезеңдегі оқиғалардың сол кезеңнен бастап алған өзіндік бір қолтаңбасын қалдырғандығы, өзінің көрінісін бергендігін көреміз. Екінші жағынан, енді әрине ол талас тарихшылар өздері айта жатар. Бұл фильмде шын мәнінде бір совет режимінің қолтаңбасы мен өзіндік бір көзқарасы да бір нақтыланғандығын, және де сценарий мен фильмнің бір жағынан соның Совет одағының құлауымен, екінші жағынан тәуелсіз мемлекеттердің алуымен тұспа-тұс келуінен де көрініс тапса, екінші жағынан сол кезеңдегі белгілі бір идеологиялық клишелердің де өзінің апогейіне жетіп, бір сыздауық сияқты жарылғандығын көреміз фильмнен. Өйткені мынау отырар тарихы біздің жазушыларымыздың, ақындарымыздың көп сөз арнасы болған тақырып қарайтын болсаңыздар. Ал екінші жағынан оның біз үшін аса маңызды жағы да бар. Өйткені отырар ол біздің шын мәніндегі отырарды зерттеу, отырар жерінде қазба жұмыстар, археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу, ол біздің тарихымыздың, біздің болмысымыздың археологиясына да ауысқандығын көреміз. Өйткені сол кезеңдегі жаңағы күрес пен тартыстың, байрақтардың сахнаға шыққан кезеңінде
Хантингтон айтпақшы, біз кімбіз, қайдан келдік, қайдан барамыз деген көпше түрде қойылған сұрақтың да өзінің белгілі бір тарих сахнасына әбден пісіп жетіліп атылып шыққан кезеңі болатын. Ал осы тұрғыда тарихшылардың да, археологтардың да, жазушылардың да қосқан үлесі мол болды. Бірақ бір қызық жері, біз соңғы 30 жылда әлі де сол археологиялық тұрғыда осы мәселеге қалып қойып жатырмыз. Ол қыш құмыралар, ол отырардың орны, ол сол жерден табылған ескі қанжар, әртүрлі мыс, күміс, жез, теңгелер. Ал енді біз оны, егер бұған дейін бір жағынан сол режим басып, оның көркем әдебиетте сомдалып, сол жерден сығымдалып, жарқ етіп шығуына мүмкіндік беретін болса, енді біздің ғылым тек осы бір қазба жұмыстарымен, осы тұрғыдағы археологиямен ғана айналыспай, енді қазір жас зерттеушілеріміз айтып жүргендей, отырардың бір рухани болмысын, рухани тарихын баяндайтын кезге келдік. Осыны да мен осы фильмді көрген кезде тағы бір ассоциация менде осындай болды. Ал фильмге келетін болсақ, әрине мен оны осы бір концепция тұрғысынан көргім келмейді. Фильмнен мен екі ойшылды көрдім. Тіпті үшеу деп те айтсақ та болатын шығар. Жинақталған. Шыңғысханның бейнесін қанша жерден зұлым қып көрсеткісі келгенмен, ең ұлы ойшыл мына фильмдегі меніңше Шыңғысхан. Екінші Қайырхан, үшінші Қыпшақ. Бұл жерде идиомалар өте көп. Байқадыңыздар ма? Не бір сөздер айтады, не аудармашыдан, не түп нұсқаның өзінде осындай өте көп айтады. Мәселен, дауыл тек қана қоқысты ғана көтереді дейді. Неғыл дейді, торға түскен жолбарыс дейді. Содан кейін сасық күзеннің басын үйттік, енді құйрығынан шыққан түтінді көрейік дейді. Сондай бір егер біз мән берсек, көп айтатын бір сондай тілімізде үнемі оралатын дүниелерді сол жерден табуға болады. Немесе содан кейін осы бір философия алаңында мұғалім болғаннан кейін ойлап тапқан сөз емес. Шын мәнінде терең бір философиялық тақырыптар бар, өзіңіз айтқандай. Мәселен, күздің күні сарғайып жерге түскен жапырақтарды жек көруші едім дейді. Бірақ сол өзімнің басыма да келді дейді. Содан кейін жаңағы сіз айтқан діннің тартысы, өзіңіз айтқан өркениеттер арасындағы тартыс. Бір қызығы, осы фильмнің авторларының көтерген мәселесінің қазір 30 жыл өткеннен кейін сондай салыстырмалы түрде темір бұғауда, шынжырда емес болып табылатын біздің қазіргі қоғам мен әлеуметтік өмір үшін тіпті өзекті бола түскенін көреміз. Сондықтан да фильмнің осы тұрғыдан алған кезде қандай да бір жаңағы біз айтқан шарттармен сипатталғанмен бәрібір оның арнасынан төгіліп бір шығып мәңгілік бір адамзаттық мәселелерді қаузағандығын айтуға болады. Тілге байланысты Ардаған Бірқұловтың да бір өзі таңғалып айтқан сөзі бар екен. Сценарийді әрине орысша жазылған, оқыған кезде мені таңғалдырғаны, ол
бәрі шығыс халықтарының тілінде, яғни қазақтардың тілінде сөйлеп тұрғаны дейді. Сондықтан қазақшаға аударғанда да өте табиғи, өте орамды болды деп айтқан екен. Фильмде қарап отырып тағы бір мен сіздерді осындай бір тақырыпқа әңгімеге тартқым келіп отыр. Империя деген ұғымға. Бұл жақта империялардың қақтығысы. Бір жақтан қарасақ, қазақтарды қыпшақ арқылы береді. Бір отырар, шын мәнінде қазақтар сол қыпшақ арқылы ғана көрінеді. Екі империяның қақтығысында қалған. Әрі мынау Қайыр хан арқылы Мұхаммед Шахпен арасында қарым-қатынас, бір империяны ұстап отырған әулеттің ішіндегі саяси ойындар, қызғаныштар, әлде бір мүдделерінің қақтығысы, бір бүгінгі болып жатқан геосаяси жағдай, болмаса біздің елімізде болып жатқан нәрселер, осындай бір билікке, империялыққа ұмтылу, болмаса империялардың қақтығысының арасында қалып жатқан бір Украинаның жағдайы деген сияқты параллельдер жүргізіп айта аламыз ба? Қандай бір философиялық ойлар қозғап отыр? Дұрыс айтасыз, екі империяның қақтығысы, Хорезм Шах пен Моңғол империясының нәтижесінде үлкен империяға айналатын Моңғол елімен, және де алғашқы зардап шегетін бұл әрине қыпшақтар, және де қыпшақ қалалары болды. Оны фильмнің басында да Інжудің сөзінен ақ байқалады. Алғашқы аттардың тұяғының астында қалатын жерлер ол біздің жерлер екенін айтады. Бұл жерде енді үлкен бір патриоттық сезімде салады ғой осы қыпшақ негізінде. Өйткені Қытайға аударып жатқан кезде, Қытай түсінбегендей кейіп танытқан кезде, қазір сенің отаныңды моңғолдар жаулап жатыр. Мысалы, иттер қаңғып жүр сенің елінде қазір, моңғолдың иттері қаңғып жүр деген кезде, Інжудің басына сыймайды. Өз елін қазір жаудың атын тұяғының астында қалып жатқан кезде, соған қарсы шығатын әскер бар кезде неге көмектеспеске, неге көмектеспей жүр деген нәрсе мысалы ақылына кіріп шықпайды. Өйткені өзінің елінің патриоты, басында да бірінші бөлім барлаушы деп аталады. Бұл да бір көзқарас қой. Інжуге деген көзқарас. Біз тұрғыдан отырар тұрғысынан, Хорезм Шах тұрғысынан Інжу барлаушы. Барлаушы деген бұл позитивті коннотация. Сіз барып өзіңіздің еліңіз үшін өзге мысалы жау болуы мүмкін елдегі жасалынатын агрессивті қадамдардың алдын алу, қандай қадам жасап жатыр, соны білу жасау. Тыншы негативті коннотациясы бар, бұл тыншы деген. Інжу тыншы емес, Інжуді барлаушы ретінде көрсетеді. Өкінішке орай бұл барлаушыға құлақ аспайды. Бұл жерде Інжу бір ежелгі Грекиядағы Прометей секілді. Халқына от алып келді, халқына білім алып келді. Мен тіл білемін, мен моңғол әскері қалай соғысатынын білемін. Мен ол жерде жасалынатын дуалдарды сындыруға арналған арнайы ағаштан жасалынатын техниканы білемін. Мен оны көрсете аламын дейді. Бір Прометейдің, бірақ сол Прометейді, Інжуді түсінбеген билік дарға асады. Асып қояды, қазір құстар келеді деген сияқты бір аналогиялар. Және де бұл жердегі сіз айтқан империя. Ол Хорезм Шах моңғолдарды өзіне конкурент көрмейді, бәсекелес көрмейді. Хорезм Шах үшін сол кездегі бәсекелес бұл Бағдат патшасы болды. Сондықтан ол Бағдатқа жүрейік. Кім Бағдатқа қарсы жүруге жасайтын жорыққа қарсы шыққандардың барлығын жаңағыдай зынданға асып қойды. Асып қоятын еді. Бұл жерде Інжуға да шешесінің айтатын сөзі де сол ғой. Бағдатта болдым, Бағдатта Жалалиддинді көрдім, Қайыр ханды көрсін деп те айтсам болады. Бұл жердегі империя ішіндегі билік үшін таласты да көреміз. Өйткені оның шешесі Қыпшақтан болды. Ол келесі тақ мұрагері Хорезм Шахтан кейін тақ мұрагері ұлы Жалалиддин болу керек еді. Бірақ Жалалиддин түркмен әйелінен туған бала болды. Ал оның мұрагері ретінде Қыпшақ әйелінен туған баланы көргісі келді. Бұл жердегі қайтадан билік үшін тартыс, және де Хорезм Шахтың Інжумен сөйлескен кезде бұны саған кім үйретті дейді. Қайыр хан үйретті ма, анам үйретті ма, Жалалиддин үйретті ма деген сияқты ішіндегі бір-біріне деген сенімсіздік. Бұл жердегі империялардың дағдарысқа ұшырап құлауының себебі осы ғой. Белгілі бір орталықтан басқарылу нәтижесі нашар болған кезде. Моңғол империясының сол кезде Шыңғыс хан елінің күшеюі де
дәл соның қарама-қайшы. Моңғол басшысы Шыңғысханға қарсы келетін басқа бір күштер болған жоқ елдің ішінде. Сондықтан бұл империялар қақтығысында бірінші Дешті Қыпшақ даласындағы қалалар құлады, артынан Хорезм шахтың өзі құлады да үлкен бір империя пайда болды. Және де аналогия ретінде кімде Қайырханды отырарға жіберген кезде қасына Қарашаны қосады ғой, сенің батырлығына бұның даналығы деген сияқты. Бүгінгі соғыста Ресейдің агрессиялық соғысы болды, Ресей бастаған агрессиялық соғыс жүріп жатыр Шығыс Европада, Украинада. Украинадағы жаңағыда соғыс шебіндегі қалаларда, мысалы Одессада, мысалға азаматтық администрация және де оның қасында әскери администрация бар. Бұл жерде енді ұқсастықтары сол тұрғыда. Енді кинода ол жерде Қайырхан сатып кетпесін деп Қайырханға бір тыңшы ретінде қойып қояды. Украинада бүгінгі күнде енді ресейлік агрессияға қарсы тұрудың бірден бір жолы халықты, облысты немесе қаланы қауіпсіздік қызметінің, әскердің, барлаушы офицердің басқарып отырғаны дұрыс деп тұрған саясаттан. Қыпшақ жалпы осы бүкіл осы кең байтақ даланы мекендеген түрік баласының ежелгі атауы. Сондықтан да бекерден бекер оның атының солай қойылғандығы бекерден бекер болмаса керек. Бізге бүгінгі кезде қайтадан осы бір фильм тұрғысынан айтсақ, қайтадан Қыпшақ болу аса бір маңызды болып тұр. Сондықтан да Қыпшақ деген ұғым қай тұрғысынан да зерделенуі керек. Біз Қыпшақ танып болмадық. Қазір тіпті Қыпшақ дейтін болса, оны тек біз орта жүздегі белгілі бір румен ғана байланыстырамыз. Ал шын мәнінде Қыпшақ бәріміз біз. Сол қыпшақтық бізде қандай деңгейде? Осы фильм қайтадан біздің алдымызға осы сұрақты қойып отыр. Менің өз алдыма солай қойып отыр. Екінші, империяларға қатысты айтатын болсақ, фильмде бір есте жатталып қалатын бір сөз бар. Кімде кім атын ерте ертесе, алдымен ауып қалатын да сол болады дейді. Бұл да мәселе, өйткені тарих біз қазір өзіміз тұрғысынан өлшейтін болсақ, ол тым ұзақ және бітпейтін сияқты көрінуі мүмкін. Ал оның шын мәніндегі ұзақ тарихын қарайтын болсақ, мәңгілік болған империяны көрмейміз. Ол бір. Ал екіншіден, бұл жерде тек империялардың ғана емес, өзіңіз айтқан 30 жылдан астам уақыт өтсе де жазылғанына, әлі қайтадан өзектілігін соңғы геосаяси жағдайларға байланысты көрсетіп отырған, қайтадан біз өркениеттер қақтығысын көріп отырмыз осы фильмнен. Және ол тек қана осы тұрғыда қан майданда кездесіп жатқан тараптар үшін ғана емес, осы бір майданда бір аман қалуға тиіс, және сол тұрғыдағы талпыныс және күрес жүргізу керек, біз үшін де аса маңызды болып отыр. Осы тұрғыдан да фильмді осы тұрғыдан да оқысақ болады, және осы тұрғыдан да зерделесек болады. Рахмет. Біз қатысушыларымызды сұрақтар бар, мүмкін әңгімемізді сұрақтар арқылы көзқарастарын айтса, сол арқылы жалғастырсақ. Жалпы мына бағандан бері айтылып жатқан тарихқа деген жаңа көзқарас, тарихқа түрлі призмалар көзқарасынан қарасақ, Шаханов пен Мағауин тартысы, Шыңғысханның ұлыстарын құраған
Шыңғыс ханның ұлысын құраған рулар қазір қазақ халқын құрап отыр деген, Әсет ағаның Қыпшақ деген ол бәріміз десе, в общем, наймандар мен керейлер Қыпшақтармен соғысқан болып шығады мына жерде былай қарасаң. Сонысымен де біз тарихтың түбіне жете алмайтынымыз осыдан ақ көрінеді. Өйткені былай айналдырып әкелсең мына халық, былай айналдырып қай жағынан қарасаң да түрлі бір адамзат, одан кейін бір аумақтарды мекендеген халықтардың тарихы бәрібір бір-бірімен байланысты. Біз соның бәрінің қазір мұрагері болып отырған, енді әлі зерделей беретін, зерттей беретін, ойлай беретін ұрпағымыз, біздің бізге қалғаны сол, бізге жеткені сол, әлі жетпегені қанша. Бәлкім бір отырардың орнынан бір осының бәрін бағана қыш құмыраға салынған орам бәлкім бір күн табылар. Шынымен осының бәрі жазылған. Негізгі менің айтпағым, мынау жаңа Әсет аға айтып жатырсыз ғой, идиомалар көп деп. Соның ішінде маған ерекше сарт ете қалғаны, сенің жотаңнан қамшының ізін көрген жоқпын дейді. Демек сен қожайыныңа қол көтермегенсің. Яғни құл болудың да, құлдың да құлы бар деген сөз. Құлдың да, тұтқынның да тұтқыны бар, құлдың да құлы бар. Не сен тағдырыңа көніп, құлақкесті құл болып еңкейіп жүре бересің, көніп, құлдық деп басып, не сен басыңды көтеріп қарсы шығасың, бірақ таяқ жейсің. Азаттыққа ұмтылудың да, еркіндікке ұмтылудың да түсетін сол таңбасы, сол жауырынға түскен қамшының ізі шығар. Мен осы құл болмау үшін не істеу керек? Қырылып қалу керек бәлде. Қазіргі мысалы осының өзі біз қазіргі жалпы осы көрші елдерде болып жатқан геосаяси қазіргі жағдайлардың бәрі бәлкім осы бүкіл адамзаттың тарихы бәлкім осы ойдың төңірегінде келе жатыр ма деген. Бір елді құлғысы келеді, ол құлдыққа қарсыласады. Жалпы адам баласының өзінің табиғаты. Біреуді басыну, біреуге билік қылу, біреуді айтқанымен жүргізу, біреуге жұмысын істетіп содан баю. Бұл адамның өзінің бір қыры ма, Әсет аға? Жалпы адамның табиғатында бар ма осындай нәрсеге ұмтылыс? Ол біте ма, бітпей ма? 21 ғасырға келдік. Әр адам өз бетімен жеке дара тірлік кешуге жететін жағдайға келдік, бірақ әлі де біз құл қылуға ұмтыламыз ба? Адам бейсана түрде, подсознательно, түйсігіміздің бір түпкі жағында біз адамзат баласы бір-бірін құл қылуға әлі ұмтыла ма? Өте күрделі сұрақ. Бұған әлемнің талай ой алыптары ежелден бас қатырды. Қазірде осы сауал төңірегінде толғанып жатыр. Жауап беру қиын. Сіздің сөзіңізге қатысты жаңағы айтатын болсам, біздің шын мәнінде біздің жауырынымызда, жотамызда қамшының ізі бар. Ал бірақ сол қамшының ізін біз қаншалықты есте ұстап тұрмыз? Жоқ, біз Кафка жазатындай қожайыны сабаған кезде әсерленіп кетіп, қамшыны қожайынның қолынан тартып алып, өзін сабайтын жаратылыспыз ба? Осы сұрақта біздің алдымызға осы бір тұрғыдан шығып тұрғанын көруге болады. Не дегенмен де осы жерде тағы бір оқитын, біз мән беретін және месседж ретінде жіберіп тұрған дүниелер бар. Мәселен, жаздырады, тарихты жаздырады ғой. Тарихты жаздырады да содан кейін жан-жағындағы тіреулер түгел жұлғызып, өзі соның астында қалады. Содан кейін не дейді? Адамзат мынаның барлығы уақытша, тек мәңгіге қалатын және жететін осы жазу ғана болады дейді.
біз осыған мән беруіміз керек сияқты. Оны айтып отырғаным, бұл әрине сол осы бір өркениеттер қақтығысының сол кезеңдегі бір күшейген кезіндегі кезең. Енді біз 30 жылдан кейін соның бір жаңа бір кезеңіне куә болып отырмыз. Біз осы тұрғыда енді біздің тағы да қайталап айтатын болсам, біздің мән беретініміз мынау ғылым алаңындағы, енді басқа киногерлерде, бір кинематографистерде олар қалай оқитынын білмеймін. Біздің мән беретініміз осы ғылым тарихы, осы бір рухани тарих сияқты маған өзіме көрінеді. Сізге сұрақ қойғым келіп жатыр. Біз көбінесе мынау бір мазмұнды контекст талқылап жатырмыз. Фильмнің кинематографиялық тұсына сіз арқылы келсек, бұл Ардақ Әмірқұловтың дебюті екен, алғаш көрген кезде, мен түсінігімде режиссура дегенде ол атмосфера жасау. Басқасын айтпағанда, осы Ардақ Әмірқұловтың сол фильмде бастан аяқ атмосфера жасағаны, ешқандай мазмұнды драматургияны басқаны айтпағанда, сол әңгімеден бастап жалғастырақ жабық әлем кинематографиясында кімдердің ықпалы болды. Мен бірінші рет көргенде бірінші кадрдан ақ Тарковскийді байқадым. Жаңбырларды қалай пайдаланады, жалпы сол алакөлеңке атмосфераны, қаланы қалай көрсетеді деген. Иә, расымен де солай. Енді Ардақ Әмірқұлов біздегі өте терең интеллектуал режиссердің бірі. Бұл өзі жаңағы Тарковскийден көп үйрендім деп өзі де бізге сұхбат бергенде айтқан. Және Алексей Германмен өзі де жұмыс істеген бірге, оның фильмдерінде көмекші болған. Германнан да көп үйренген. Енді Тарковский мен Герман жалпы орыс киносының бір өшпес сондай данышпандар ғой екеуде. Сонымен бірге бұл фильмде байқасаңыз Акира Куросаваның ықпалы өте көп. Бұл үш режиссерден не алды деген кезде, енді эстетикалық тұрғыдан сол үш режиссердің эстетикасын біріктірген сияқты да бір туындыда. Және оны қалай істеді? Негізі интеллектуал режиссер ретінде Әмірқұловтың негізгі сұрағы кино деген не? Ол жаңа сюжет басқан былай қойған кезде кино бізге не көрсету керек? Оның мақсаты не дегенде, ол алдымен мынандай дүниелерді алға шығарады. Кино бізге сезіндіру керек. Бізге өзіміздің басымыздан өткен сөзбен айтып жеткізуге болмайтын, бірақ біздің психикамызда бар, бойымыздағы бар сезіністерді бойымызда ояту керек. Жаңағы жауынды, отты, суды, желді пайдалануының бәрі бір жағы Тарковскийдің поэтикалық стилі бар. Ал бір жағы Куросаваның қай фильмінде де сол Куросаваның жауындарына көбірек ұқсайды Тарковскийдің жауындарынан гөрі. Өйткені Тарковскийда ол тек бір поэзия, адамның Тарковский өзінің анау әйгілі кітабында жаңағы Sculpting Time деген, орысшасын ұмытып қалдым. Сол уақытты жазып алу. Иә, сол кітабында айтады ғой, осы жел, су туралы айтқан кезде көп сұрайды ғой одан. Сонда бұл бір адамның жаңағы көңіл күйін жел арқылы береді деген сияқты интерпретация көп қой бізде. Жауын арқылы адамның жылағысы келіп тұрғанын береді деген сияқты. Тарковский оған қарсы шығады. Бұл өте қарабайыр жаңағы интерпретация, мен оған қарсымын дейді. Ол жаңағындай ол ішкі сезініс, күйді жеткізу. Ал Куросавада ол негізі Голливудқа өте үлкен ықпал еткен режиссер ғой Куросава. Несімен? Ол қимыл әрекетімен, оның кадрында ылғи да қимыл бар, қозғалыс бар. Адамдар тыныш тұрғанның өзінде жауын жауып тұрады, немесе жел соғып тұрады. Осы фильмде сондай дүние бар. Адамдар ойланып отырған кезде біз жауынды көреміз, не жел соққанын көреміз. Әйтеуір экранда бір мүлдем қозғалыссыз сәт жоқ деп айтуға болады. Сосын жалпы екеуінен де, әсіресе Тарковскийдан жаңағы осы элементал дейміз ғой, сондай
табиғаттың күштерін адамға бағындырып емес, біздің сол табиғаттың бөлшегі ретінде табиғатты сезінуімізді жеткізу. Біз оны көрген кезде Тарковскийдің жаңағы зеркаласын көрген сияқты, немесе Куросаваның 7 самурайын көрген сияқты, өзіміздің де бір сәт жел соққанда ойланып қалған сәтімізді еске түсіреміз. Сондай бір сенсорлық элементал қасиеті бар бұл фильмнің. Сосын екіншіден Тарковскийден мынау айна арқылы түсіреді ғой өте көп. Соны бұл жерде тікелей айна болмаса да су арқылы, суға түскен жаңағы рефлекшн дейді, отражение адамның бейнесі, сол арқылы көп дүниені беруге тырысады. Соның бәрі сіз айтып отырған жаңағы атмосфераны жасайды. Сонымен бірге Тарковскийдің әсіресе сіздің есіңізге түскен фильм Андрей Рублев болар деп ойлаймын. Иә. Мен бұл жерде бір үлкен ықпалды байқаймын, ол жаңағы біз жоғарыда айтылып өткен өркениеттер тартысы туралы. Мен Андрей Рублев мен ең сүйікті фильмнің бірі, бір кезге дейін ең бірінші орында тұрды. Неге ол жерден түсіп қалды? Өйткені мен бір кезде ғана түсіндім, татар моңғол жаңағы күштерін ол сондай жабайы құртушы, қиратушы күш ретінде көрсетеді. Және ол маған көшпелі цивилизацияның өкілі ретінде ол маған ұнамайды. Ол жаңағы сондай көшпелі цивилизацияны тек қана қиратушы ретінде көрсету және түсініксіз сондай күш ретінде көрсету, ол жалпы батыстық ориентализмнің көрінісі ғой. Жаңағы Эдвард Саид айтқан ориентализмнің Ресейдегі көшірмесі, сол баяғы жаңағы славяндық санадағы, баяғыдағы ата-бабасындағы кеткен жаңағы кегін сол фильм арқылы қайтару сияқты дүние болып елестетті. Маған сол үшін мен Рублевті соншалықты жақсы көре алмадым. Бірақ осы фильмде де біз соның да ықпалын байқаймыз. Жаңағы Әсет аға басқа қырынан келіп отыр ғой, оған да келсем әрине. Бірақ мен үшін бұл үлкен сұрақ. Екі цивилизация бұл жерде отырарды жаңағы қала мәдениеті ретінде көрсету арқылы біз қыпшақтар отырықшы ел едік, біз көшпелілерден бөлекпіз деген бір түсінік тұрған сияқты да соңында. Ал ол жаңағы германдар қанша интеллектуал болғанымен, олар да сол отырықшы мемлекет жаңағы өркениеттің өкілдері ғой. Олардың да бәрібір жаңа Ардақ Әмірқұловтың да сол дәуірде тәрбиеленген маман ретінде түсінігі сондай болдау деп ойлаймын. Жаңағы көшпелі өркениеттен отырықшы өркениетті артық қоятын мәдениет. Ал енді қазіргі соңғы заманауи трактовкалармен қараған кезде олай қараудың өзі ол тек сол европоцентристік, батыс-центристік сондай көзқарастардың бір сарқыншағы ғой. Олай ойлау қазір орынсыз. Әр мәдениеттің, әр өркениеттің өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері толып жатыр дегендей. Сол тұрғыдан менде кішкене проблема бар бұл фильммен. Сосын енді әсіресе мынау қалаға кіріп келген кездегі аттардың шабысы, сол жердегі жүретін анау шуттың бәрінің әрекеті, оның бәрі сол Андрей Рублевтан көшіп келген дүниелерді. Маған тағы бір ерекшелігі бұл қазақ киносында өте сирек деп айтуға болады. Бұл тән жанры дейді ғой, боди жанры дейді ағылшынша. Сол жанрға жақындау. Мұнда адамның тәнін экранда жаңа біз айттық қой, сезіну деп. Солай біз басталғанда біз жаңағы бас кейіпкер Үнжуді денесін мынау бешпетінің ішіндегі жалаң денесін көрсетеді. Сол арқылы бізде идентификация жүреді, мынандай сау, мықты ер адамның денесімен. Бірақ жаңағы төсек сахнасында да байқаймыз сондай қарым-қатынасты. Және сосын бір сәтте жаңағы Доқтырбек Қыдырәлиев, жаңағы Үнжу өзі не жасайды? Өзінің денесіне өзі жара салады, жарақат салады. Оның бәрі өте ауыр да, жаңа ғана тілін кесіп алу бір кейіпкерін, немесе соңында Қайырханның бетіне жаңағы күмісті құю деген сияқты оның балқытылған. Оның барлығы сол адамның көріп отырған көрерменде сол
кәдімгі өз тәніңмен мен осылай көріп отырамын, қанша көрген фильм болса да, өйткені ол сен өзің денеңде болып жатқанда әсер етеді. Ол да жаңағы кино дегеніміз не, киноның басқа өнер түрлерінен ерекшелігі неде дегенге жауап беретін бір мысалдарда. Өйткені кино сізге дәл соны өзіңіздің денеңізде болған жаңағы сезіністерді есіңізге түсіреді, немесе сізде идентификация жүргендіктен сол денелермен сол экрандағы денеге жасалып жатқан қиянатқа өзіңізде түршігетіндей жағдайға әкеледі. Киноның визуалдық құдіретінің бірі сонда. Ал енді жаңағындай жалпы өркениеттер тартысы дегенге келсек, идеологиялық тұрғыдан, енді мына нәрсені айта кету керек. Біз жаңа айтып жатырмыз ғой, Кармалита мен Герман, Әмірқұлов деп, бірақ негізінде бұл фильмнің анау түкпірінде негізінде тұрған Ермұхан Бекмаханов. Өйткені Зәуреш Жерғалиева сол қазақ фильмінде бас редактордың орынбасары болып қызмет етіп жүргенде кішкентай бір кітап сол Ермұхан Бекмахановтың оқыдым дейді. Сол жерде көзіме оттай басылып есімде қалған көрініс сол Қайырханның бүкіл қала қирап, бүкіл қала қырылған кезде жалғыз ханның бір қираған үйдің үстінде тұрып, жаңағы өзін қорғанып моңғолдармен шайқасып тұрған сәтті. Сонда яғни жеңілмеуге болады, жеңіліп тұрып та жеңілмеуге болады деген ой сол маза бермеді. Сосын оны Әуезовке айттым, сосын жаңағы Кармалиталар, Германдар келген кезде сол туралы бөлісіп, кейін сол былайша айтқанда дәнегі сол Ермұхан Бекмахановтың жазбасында жатыр. Сондықтан жаңа не айтайын деп едім, басқа нәрсе айтайын деп отыр едім. Мен нақты тарихты білмеймін, бірақ енді жалпы кейіпкер ретінде мен өзінің ол фильмнің басында дәлелдейтін бе еді? Мен басында көрген жоқпын. Кейінірек соңына қарай меніңше сол бір жаңағы нервный тик сияқты бір жағдайдан деп ойлаймын. Бір жағы кейіпкерді сахнада жасаудың ерекшелігі, бір жағы енді тарихтан білмейміз ғой, ол расында қолында бір жарақат болды ма, басқа бір дерт болды ма, бірақ сонысымен есте қалады. Екінші жағынан, мысалы осы фильмде жаңа Курасава дегеннен шығады, айта кетейін, екінші кейіпкер мысалы Доқтырбек, ол да керемет образ ғой енді. Несімен, өйткені оның мимикасы, барлық қылықтары және моңғолдардың қылықтары байқасаңыз, мына Акира Курасаваның самурай фильмдеріндегі, әсіресе Жеті самурайдағы самурайлардың қылықтарына өте ұқсайды. Өздерін ұстауы, қозғалуы, секіруі, жүруі, талтаңдап сондай қылықтарының бәрі сол Таширо Мифунені қайталағандай кейбір моңғолды ойнап жүрген кейіпкерлер, және Доқтырбектің де кейбір сәттерінде енді моңғолдардың арасында ұзақ уақыт жүрген адам ретінде оның мимикасы, қимыл қозғалысы басқа қыпшақтардан немесе басқа ортасынан мүлдем бөлек болып көрініп тұрады. Яғни фильм өте, мысалы, костюм, жарық, басқан бәрін айта беруге болады. Барлық деңгейінде тіпті актерлердің мимикасы, қолын қозғалуы немесе жаңағыдай секіру, қозғалу, сондай, соның барлығы есептелген, алдын ала ойланып жасалған. Курасава демекші бір ой қосқым келіп отыр. Әрине Тарковскийдан көрі мынау отырарда сарайдың ішінде болып жатқаннан тыс декорациялары бар ғой, атмосфера. Болмаса актерлардың грим, мынау костюмдардың несі сол Жеті самурайдағы атмосфераға өте жақын келеді. Соны жасауы. Сосын жаңағы сұраққа тоқталғым келіп тұр. Қолдағы қателеспесем 2000 жылдардың басында Хитлер туралы фильм бар. Андеграунд, қателеспесем. Сол жақта император ғой ол да. Қалай сол стрессті мынау қол арқылы береді. Басында бәрі норм, бара-бара қаншалықты қысым түскен сайын сол қолды деталь ретінде көрсетеді. Бара-бара сол жағына қарай адам отырады. Мұнда да сол бір отырарға жасалып жатқан, болмаса отырарды қорғаудағы бір қысымның, стресстің несін көрсетейін деп жатыр. Сосын жаңағы Назгүлдің өзі де жанында отырғанда айтып байқап қалды да, мысалы гримнің өзі
фильмнің басында бірінші бөлімдегі Тұңғышбай қандай жаңағы маңдай жарқыраған сұлу жас адам, ал екінші бөлімде кенет ол қартайып кетті. Мына маңдайын бар қатпар жаңағы әжім, жаңағы стресс, қысымның ақпалы ғой соның барлығы. Сосын жаңағы Назгүл дегеннен тағы есіме түсіп жатыр, жаңағы бір көріністі айтып қалдың ғой, славян деппін ғой, құл туралы. Сонда менде ол славян өкілі ғой енді анау адам айтқан. Және ол бір орыс халқының өкілі сияқты да, өйткені орыс халқы расымен де енді Германның да көзқарасы сондай сыншыл болды ғой. Орыс халқы жалпы жаңағы мұжық халық, ол өмір бақи сол баярларының айтқанына көніп жұмыс істеп ешқашан қарсы көтерілмеген халық қой, көп ғасырлар бойы. Солай олардың санасында патшаға деген, басшылыққа деген бір басыбайлық қалыптасқан, сіңген. Және ол бір ұлттық мінезге айналып кеткен деуге болады. Және кеңес кезінде өткенде де айттық, жаңағы Homo советикус деген идеал совет адамын жасау кезінде орыс халқының негізінде жасағысы келді ғой, совет идеологтары. Сонда ол да бір жаңағы көнбістігі орыс халқының сол басқа халықтардың бәріне идеал ретінде, мінез ретінде сіңірілді. Енді дәл қазіргі жағдайда да біз сол орыс халқының сондай көнбістігінің, патшасына бағыныштылығының кесірінен осындай күнге жетіп отырған қазір көріп отырмыз. Ал тарихи тұрғыдан қараған кезде, мысалы бұл жерде Қыпшақ мәдениеті мен славян мәдениетінің айырмашылығы да содан көрінеді. Жаңағы Доқтырбектің Үнжудің бейнесі арқылы біз жаңағы қарсы шығуды, өзінің еркіндігі үшін, өзінің мақсаты үшін күресуге әйтеуір әрекет үстіндегі адамды көреміз да. Және оның жаңағы славянмен кездескен кездегі екі түрлі мінез, екі түрлі болмыстың кездесуі сияқты әсер етті маған. Славянмен соңғы кездескендегі фразаның өзі маған қандай сыйлығың бар? Басыңа бостандық беремін деп. Иә. Соның барлығын астарында аша беретін. Оның өзін бір сарказммен айтып жатыр, иә? Бәрібір сен алмайтын бостандық. Иә. Сосын жаңағы тарих дегеннен шығады. Тарих дегенде енді біз ұлт деген ұғымды бірге қарастырамыз ғой. Жаңа Әсет ағаның бір сөзі ұнап қалды маған. Тарихты әртүрлі тәпсірлей беруге болады, және ол бір сөзінде жаңа миф дегенге келтірдіңіз, жаңа тарих біреулер миф деп те түсінеді, айтылатын әртүрлі әңгімелер. Мысалы Энтони Смит ұлт деген не деген кезде, ұлттың жаңа біздің қазіргі ұлт туралы түсінігіміз Сталиннің қалыптастырған, ол жаңа мемлекет болу үшін территориясы болу керек, тілі болу керек, діні болу керек, ортақ мәдениеті болу керек деген сияқты Сталиннің қалыптастырған бір несімен жүрміз ғой, классификациясымен, солай қабылдап әлі мемлекет ретінде сөйтіп Сталинше ойлап келе жатырмыз. Бірақ мысалы Энтони Смит, жаңағы Бенедикт Андерсон, ол елестетілген жаңа Imagine Communities деп қараса, Энтони Смит ол ұлт болу үшін территория болу міндет емес. Мысалы ұйғырларда территория жоқ, бірақ олар ұлт деген сияқты. Тіпті бір тіл болу ортақ міндет емес, тағы басқа нәрселер болу міндет емес, дін болу ортақ міндет емес. Бірақ бір нәрсе міндетті, ол миф, ортақ мифтер. Бізде осындай болған екен, осындай басшымыз болған екен, осындай батырымыз болған екен, біз өзімізді осылай қорғаппыз деген сияқты. Оның бәрі тарих солай мифтерден құралады да, ұлт туралы. Және бұл фильмге келгенде де тура солай, біз жаңағы бір оқиғаға екі түрлі көзқарас бар, және екі түрлі миф қой енді ол. Және екеуінің де өмір сүруге қақы бар. Өйткені біз екі мәдениеттің де өкіліміз және соның мұрагеріміз. Сондықтан мысалы мен мына Мұхтардікі дұрыс, мына Мұхтардікі бұрыс деп ешқашан айта алмас едім, өйткені екеуінің де қақы бар. Рахмет. Бір сөз қоса кетсем, осы жерде тамаша айтты Әше қарындасымыз. Сосын мен осы жерде тағы бір ерекше әсер еткен нәрсе, анау Қыпшақтың бет бейнесін өзгерткісі келген. Сөйтіп
отқа басын тығады. Бірақ бет келбетін өзгерткенмен бәрібір рухани болмысын өзгерте алмайды. Бір. Екінші, білмеймін, осы бір ұлттың өкілі болғаннан кейін ба, күй шертілгеннен кейін ба, жаңағы күйге ауысқан кезде бір ішіңдегі, көкірегіңдегі бір нәзік бір дүниелерді бір тербетіп қозғайтындығы күйлердің. Содан кейін тағы бір ерекше бір әсер еткен дүние мынау Жапандағы қыпшақтың жалғыз бейнесі. Атпен жортып жатқан кең шет шегі көрінбейтін әлемдегі. Ол да біз үшін ерекше. Қадірдің өзін басқаша береді. Иә, ерекше бір символ. Содан кейін мынау жаңбырды енді әркім әртүрлі интерпретация жасар, біреуі катарсис деп, басқа деп. Маған бәрібір осы жер көгереді, бәрібір осы әлем өзгереді деген бір хабар сияқты мен қабылдадым. Содан кейін біз дінге қатысты дүниесін аша алмадық. Бізге осы авторлардың, осы фильмнің 30 жыл бұрынғы хабарларын біз игере алмадық. Неғыл дейді? Балаларға мешіт керек дейді. Шыңғысхан не дейді? Құдайсыз жер жоқ дейді. Барлық жерде намаз оқуға болады дейді. Ол біздің ата-бабаларымыздың, біздің сол киіз үйдің өзін мешітке айналдырған, осы дүниені Құдайдың мекені деп түсінген кең жүрегін біздің қысып, әбден езгіге салып, өзге идеологияның жетегімен қазір 30 жылда әбден езіп отырғанына, ей деп сол кезде осыны абайлаңдар деген бір хабар сияқты маған өзіме сезілді. Біз Құдайды қазір аспанда дейміз, мешітте дейміз, ал басқа жердің барлығындағы Құдайды ұмытып кеттік. Ал олар сол кездің өзінде осыны айтып отыр. Содан кейін тағы бір айтатын нәрсе, әрине ауыр сценалар бар. Мәселен, біздің дүниетанымымызда бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Сондай бір қиын. Бірақ мынау Қайыр ханның адами қасиеті. Бірақ сөйтіп тұрса да, өзінің бауырласының, қандасының тілін кестіріп тұрса да, дұшпанның қолынан өзін сатқан адамның дұшпанның жанын қиып жатқан кезде соған шырылдауы, ақ ұруы. Білесіз, оған дейін батыл Шыңғысхан, батыл Қайыр хан мүлдем басқа келбетке ие болған. Соған шырылдап. Бірақ не дегенмен тағы да осы тұрғыда және тағы бір месседж береді бізге. Қараңғыны қарғап сілегенше шығыстың шамын жақ дейді. Әр кітап толған данышпандық, одан айырылғанның барыңнан айырылғаның дейді. Осы бір айырылмайтын дүниелерімізді ұстап қалуға шақыратын секілді. Қазір Қайыр ханның айтып жатса ғой шыңғырған деген. Ол бір аяушылық па, әлде күйініш емес пе? Жақсы. Мен бағанадан бері сіздер талқылап жатсыздар, бұл отырардың күйреуі, не болмаса Қайыр хан мен Шыңғыс ханның арасындағы өркениеттер қақтығысы деп. Ал бұл фильм авторлары, сценаристері, режиссерлары негізі Ресей империясының отаршылдығын көрсеткісі келмеді ме? Одан кейін тағы да мен бір неге назарым аударған, байқаған нәрсем, бұл фильмде Қайыр хан үнемі тарихты жазуға тырысады, одан кейін ұрпақты сақтағысы келеді, яғни бір ақпаратты келешекке қалдырғысы келеді, жеткізгісі келеді. Ал бірақ ол ақпарат сақталмай қалады. Ең соңында ұрпағы да өлтіріледі, кітаптар да жоқ болып кетеді деген сияқты. Бұл біздің қазіргі немізді, халімізді көрсетіп жатқан жоқ па? Енді бұған дейін айтқанда интерпретация әртүрлі болуы әбден мүмкін,
бірақ мен ақпарат сақталды деп өзім қабылдадым. Иә? Өйткені сенің жазғаның уақытпен тайталасады дейді ғой. Сондай сөз бар фильмде. Сенің жазғаның уақытпен тайталасады дейді. Ал егер тек қана біз осы фильмді бір екі өркениеттің қақтығысы немесе бір өркениеттің ішіндегі өзінің күйреуінің соның бір шыңына жеткен сияқты болып көрінгенмен сол күйреуінің басталуы ретінде ғана қабылдамасақ, біздің сол кезеңдегі қаттың, жазудың бізге жеткенін көре аламыз. Біз тек осы бір соғыстар тарихын ғана айтпай, немесе сол тұрғыда ғана түсінбей, жаңағы рухани тарихы, рухани болмысы деп отырғанымыз сол ол қат, ол әл-фарабилер, сығанахилер, хорезмилер, самарқандилер, иханилер, тағы басқалар. Біз осыны оқуымыз керек. Сонда біздің отырар туралы, отырар Қыпшақтың бас қаласы дейді ғой. Яғни Қыпшақ тарихы туралы біздің көзқарасымыз, біздің танымымыз толық болады. Өйткені оны айтып отырғаным, осы бір кезеңдегі ойшылдардың өзін біз терең танып бітпедік. Әл-Фарабидің өзін терең танып бітпедік. Басқа әл-Фарабилерді айтпаған кезде, басқаларды айтпаған кезде осы тұрғыдан мен айтқан едім. Рахмет. Ресей империясының жөнді Ресей империясының бір жаңағыдай жаулап алу көрінісі ретінде маған байқалмады. Жалпы бұл жер дегенді жаңа Әсия ханым да айтты ғой, моңғол татар игасы деген Ресей тарихында 2,5 ғасыр моңғолдар Ресейді билеп төстеді ғой. Бұл жақтан, бұл тұрғыдан енді Шыңғысхан және оның ұрпағы бір жауыз, шынымен залым ретінде, әсіресе Владимир Янның Шыңғысхан атты кітабын оқысаңыз, дәл осы оқиғаларды баяндайды. Және осы оқиғалардың отырардың құлауынан кейін Сүбедей мен Жебен ояндары басқарған екі түмен ары қарай Кавказ тауынан асып, ары қарай Европаға жылжып жатқанда, олар Ресей князьдіктерімен соғысқа түседі Қалқа өзенінің бойында. Сол жердегі Владимир Янның да көрсетуі, әрбір Ресейдің әрбір жаңағы сарбазы, князьдің шыққан сарбазын витязь деп айтады. Яғни дайындалған бір баһадүр ретінде көрсетеді. Ал моңғолдарды жаңағы сөзіне берік емес, арам, сондай бір өте негативті коннотация өте жиі қолданылады сөздерді, және өте негативті көріністе көрсетіледі. Бұл тұрғысынан мүмкін жаңағыдай моңғол татар шапқыншылығына бір жауап ретінде Шыңғысханды мойындамау тұрғысынан бар шығар. Мүмкін сол тұрғысынан. Ал енді жаңағыдай отырар мен қыпшақтар мен Хорезмшах пен моңғол империясының қақтығысы, енді бұл жердің дәуірі де сондай болуы мүмкін. Хорезмшах енді гүлденіп тұрған шағы, бірақ ішіндегі іріткілердің нәтижесінде, ауызбіршіліктің болмауы нәтижесінде күшейіп келе жатқан моңғол империясы оны басып жаншыды. Екіншіден, жаңағы отырардағы, дұрыс айтты Әсет аға, жаңа тарихты үнемі жазып тұрады. Шыңғысхан да сонда өзінің тарихын жаздырамын деп айтып жатады ғой. Сенің қалай пайымдауы уже келесі ұрпақтың меншігіндегі нәрсе. Бұл жердегі отырар кітапханасын да айтты. Мысалы, отырар кітапханасы бірақ қаншама ғасыр өтті, бірақ әлі табылған жоқ. Мысалы, отырар кітапханасы табылмағаны бұл жоқ деген әңгіме емес, мен түсінемін. Мүмкін табылмады бұл кітапхана, Назгүл ханым айтқандай табылып қалатын шығар. Бұл Кенесары ханның басын алып келіп Қазақстан гүлденіп кететін деген сияқты бір әдемі мифтерінің біреуде болуы мүмкін. Ол әбден, онда гүлденеміз. Сол секілді отырар кітапханасы, шығыстың номер 2 кітапханасы деген сияқты өзімізде сондай бір миф халықтың ішінде болу керек. Бірақ мемлекеттік тарих негізінде, мемлекеттік құрап және оның негізін қалау барысында бұндай мифтер өкінішке орай өте әлсіз кірпіштер болуы мүмкін. Отырар кітапханасы демекші, ең көп нарратив ол өртеніп кеткен, бірақ осы фильмде соған басқаша жауап берген сияқты. Тарихшы айтады ғой, жазып отырған көмекшісіне, шындықты жаз,
сосын мынаның бәрін құлатып кет. Яғни біз үшін тарих деген, өркениет деген бір жақтан қарағанда сол құмның астында қалған көне қалалар, бір күні біз қазып алып шындықты, өзімізге керек шындықты, болмаса сол уақыттың табын, уақыттың бір бөлшектерін, өркениеттің бөлшектерін қарап жатырмыз. Яғни авторлардың айтайын дегені, ол кітапхана, ол да бір мәдениеттің образы болуы мүмкін, ол кітапхана болмауы да мүмкін. Бірақ сол бар болса, сол шындық болса, ол сол қаланың астында жатыр, оны ешкім де құрта алмайды. Уақыт келгенде біз оны қайта қауышамыз деген бір месседж сияқты. Тағы келесі сұрақ. Мен бұл деген жалпы Ардақ ағаның сол уақытта болған кезеңнің өзінің интерпретациясы, көзқарасы, субъективті ойы деп, пікірі деп түсінемін. Бірақ сонда да менің ойымша бұл оның ойы маған өте жақсы, менің ойыммен, менің интерпретациямен өте жақсы келеді деп ойлаймын. Жалпы маған ұнағаны қалай сол кездегі халықтың қандай өздерінің көзқарастары, қалай этнонимі, өздерінің ішкі дүниелері қалай көрсетілген маған ұнады. Намыс деген сөз қалай, әр кейіпкер қалай өзі намыс деген сөзді, ар ұят деген сөзді қалай түсінетін маған, қалай соны көрсеткені Ардақ ағаның сол ұнады маған. Мысалға Шыңғысханды алатын болсақ, ең басында оны жалпы оның келбетін көрсетпейді, оның үлкен енді отырған жерін, тағын көрсетеді, оның бетін көрсетсе де судың несінен, судан айна ретінде көрсетеді. Бірақ соның фильм соңына қарай тек қана кімді, Қасым ханды, Қайыр ханды алып келгенде ғана оның келбетін көрсетеді. Көрсеткеннің өзінде де Шыңғыс хан кадрда төбе жақтан алған, Қайыр ханды төмен қылып көрсетеді. Сонда Шыңғыс хан қаншалықты өзінің беделді екенін көрсетеді, өзі андай жоғарғы адам ретінде көрсетеді, кадр арқылы, кино тілі арқылы. Сосын барып Шыңғыс хан оның қандай намысшыл адам екенін көреміз. Оның қалай басқа қазақтардың, осы ежелгі қазақтардың қалай бір-бірінің жігіттердің өздерінің намыстарына қалай сыйластығын көрсетті. Сөйтіп Шыңғыс ханның біз деген ары қарай оның қалай намыстығы қалай көрінетін, оның Қайыр хандығына, оның намысына сыйластығын көреміз. Сосын барып келесі кадрларда ол деген Қайыр ханмен де қалған кейіпкерлермен де ол араласатын. Біз деген бір кадрда көреміз. Яғни Шыңғыс хан деген бір қалыпты кадрда көреміз, ол деген жоғарғы бізге көрінбейді. Ол да мына кісілер секілді, ол да намысшыл, ол да бұл да кісілердің де өздерінде ішкі дүниелік несі бар, деңгейі өте жоғары екенін көрсетеді. Сол жағынан білінеді. Сосын маған ұнағаны басты кейіпкердің басында Қыпшақ деп айтады, сосын Үнжу деп айтып кетеді. Үнжудің өзі Қайыр хан оған бетіне шрам салады. Бұл деген сценарий жағынан өте жақсы прием, себебі бұл шрам фильм соңына шейін онша қатты терең болмаса да бұл деген жазылмайды. Неменеге? Өйткені бұл деген өзінің халқының оны жексұрын сияқты итеріп жіберген, оны өзінің ортасына алмағаны, оны тыңдамаған көрінеді. Және бұл шрам оның бетіндегі, оның жүрегіне шейін қалып кеткен екенін көрсетеді. Мен мұндайды, және Шыңғыс хан қалай жоғарғы көрсеткенді 2005 жылғы Аватар легенда о Банге деген мультфильмнен көргем. Сол жақта да өте жақсы режиссура. Оларда осы фильмді көрген ау деймін, режиссурлар. Өте ұқсас болып келеді. Бірақ Ардақ аға одан да ары кетті, Шыңғыс ханды сатысын төмен түсіріп. Және ода да басты кейіпкерлер, мысалы Зуко деген кейіпкер, ода да шрам келеді. Бірақ оның шрамы жарты беттен, осы жақтан, көз жақтан алынады. Яғни оның екі жақ кейіпкерін бір жақсы жағын көрсеткен кезде оның оң жағынан режиссурамен, оның қай жағы сөйлегеннен көрсеткенде кадрдың оң жағынан алынады. Егер оның бір намысты қасиетін көрсеткен кезде сол жағынан алынады. Өзінің намысын қайтару, өзінің тағын қайтару дегендей. Мұнда Қыпшақтың бетінен ортасынан, бүкіл бетінен алған шрам. Сондықтан да қайтсе де бұл жара оның жүрегіне батты, ол деген одан кете алмайтынын көрсетілгенде. Қалай арсанда, артынан алсаң да ол көрінбейді. Бетінен, бүкіл бетін алған кезде ол бәрі көрінеді. Жарты бетінен де аламайсың оны. Оның шрамы оның жүрегіне батқан.
намысы, оның намысына түргені, оның намысына сыйласпағаны өте терең көрсетілген. Рахмет. Осыған дейін отасыздануға байланысты бірнеше лекцияға барған болдық. Сол лекцияда ақын және аудармашы кісі Тілек Рысбек деген адам жалпы қазақтардың отасыздануының қаншалықты маңызды екені туралы айтқан болатын. Жаңағы сіздердің біз өзіміздің тарихымызды өзіміз жазбадыңыз деген сөздеріңіз маған қатты әсер етті. Өйткені тарихты да, яғни біз өзімізді деп өзіміз атаған жоқпыз. Біз бір кездері қырғыз қайсақ болып кеттік. Қазақ деген атымыздан айырылып қалдық. Тіпті Қазақстан деген мемлекеттің атауының өзін бізге, яғни біз өзімізге зат есім ретінде қарай алған жоқпыз. Бізге есімді басқа адамдар берді, біздің қожайындарымыз, былайша айтқанда. Сол негізі бұл жаңа сіздер айттыңыздар ғой, Қазақстанның тәуелсіздігін ол қалпына келтірген жоқ, 91 жылдан басталды деген. Бұл негізі қай жерден бастау алды? Бұны Назарбаевтың өзі айтқан. Қателеспесем 91-92 жылдары ақш-қа сапарында бұған дейін қазақ даласында қазақ деген болмаған. Мен 91 жылы тәуелсіздігін алып бердім деп. Тәуелсіздікті алуымыздың өзі қызық болған, өйткені біз тәуелсіздікті андай далада жүрген баланы үйге шақырып алған сияқты алдық та, барлық мемлекеттер мен шығамын, мен кетемін деп тәуелсіздіктерін нық алып кеткен кезде, кеңес одағында ешкім қалмаған кезде Қазақстан шыға салайық, мен кете берейін достар деп шығып кетті да кеңес одағынан. Ғафу өтінемін, темадан ауытқып кетсем. Рахмет. Бізде уақыт кішкене шектеулі. Сұрағыңыз болса? Осы отар оқиғасы жалпы қаншама ғасыр бойы болған нәрсе, және әртүрлі дәуірлерге қарамастан, тарихи кезеңдерімізге қарамастан өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қазіргі таңда Қазақстан тарихындағы оның отарсыздыққа қандай әсері бар? Яғни ол әрбір кезеңде әртүрлі интерпретацияға ие болып жатыр да отар оқиғасы. Яғни осы отар фильмі, отар оқиғасы жалпы отарсыздануға, қазіргі қазаққа ол қандай месседж береді, және оның отарсыздануға қандай әсері бар? Рахмет. Және біз не түйе аламыз осы оқиғадан? Көп рахмет. Сұрағыңызға көп рахмет. Ойландыратын сұрақ. Біз біраз осы тақырыпты біраз жан-жағынан қаузасақ та, қайтадан әкеп алдымызға қойдыңыз. Өйткені біз үшін қазіргі кезеңде ол күн тәртібінен түспейтін сұрақ. Сондықтан шығар қайтадан әкеп қойғаныңыз. Мен жаңа өзімше жауап беруге осыған талпындым. Отырар осы бір оқиға, осы бір фильм бізді осы бір кезеңдегі тек қана тарих тұрғысындағы бір тартыстарға ғана емес, ізденістерге де әкелу керек, яғни ол ізденістерді күшейту керек деген осы ғылым саласындағы. Екінші тағы да маңызды нәрсені ол жаңағы діни тұрғыдағы мәселелерге байланысты айттым. Және де осы жердегі берілген символдардың сөз тұрғысында және де бейне тұрғысында қазіргі кезеңде де маңызды болғанын айттым. Осы бір менің жауабым. Мүмкін толық емес шығар, тағы да талқыларымыз. Тағы бір нәрсені айтқым келеді. Өткен жолы тағы бір фильмге спикер болып келгем. Сол кезде Әнес мырзаға алғысымды білдірумен қатар ұсынысты айтқам. Өйткені осы тұрғыда бізді алаң жоқ, пікірлесу алаңы жоқ, қалыптаспаған бір ғана алаң бар, оны өздеріңіз де білесіздер. Ол орыс тілінде жүреді, Сезар кинотеатрында деп. Сондықтан да Әнес мырзаға осы бір жақсы бастама екендігін айтқам. Өйткені қазірде біздің
талантты жаңадан өсіп келе жатқан режиссерларымыз көп. Фильмдерін отбасымызбен бірге тамашалап жүрміз. Ол тұрғысындағы да айтатын пікірлер, ойлар өте көп деп ойлаймын. Осының барлығы жаңағы сіз айтқан сұраққа, егер де осы бір талқы жалғасатын болса, біз бұдан да тұшымды, маңызды, және осы бір алаңмен ғана қалмай, осы жердегі ойдың сыртқа шығып, және де біздің қоғамда көрініс тауып, осы тұрғыдағы тек бір сыңар жақтылық емес, бір оң өзгерістерге бастайтын бастама болатыны мен сенемін. Рахмет. Рахмет. Мен қысқаша сізге жауап бере отырып, осы жобада тұрақты қатысып жүрген қонақтарымыз бар, жаңадан келіп жатқаны бар. Мүмкін біз бас жағында айтқанбыз, қысқаша тоқталсақ. Осы жобаны бастарда өлде концепт жасалған кезде қалай басталды? Бұл бірнеше жылдар бұрын мен жүрген Бакадеде сабақ беріп жүргенде үнемі бір қызық нәрсе, әсіресе жастарды, өзімізде студент болған кезде қызықтыратын мынау үздік ондық, болмаса үздік жүздік. Интернетте өте көп толып жүреді. Ең топ 10 роман, топ 10 фильм, топ 10 спектакль деген сияқты. Студенттерді алғаш келген кезде осындай үздіктерді сұрайды көруге. Сондықтан менде үнемі ойымда жүретін жалпы кәсіби мамандарға сауалнама жүргізу арқылы қазақ киносының тарихындағы үздік 10 фильмді анықтап көру. Кейін осы бізді демеушілеріміз бірге жоба жасасақ деп ұсыныс білдіргенде, менің есіме бірден келген осы жоба болды, жасап көрейік. Әрі және Әсет мырза айтқандай, басқа да көп қоғамда айтылып жүр, осындай фильмдерді талқылайтын бір алаңдар жетіспейді кейде. Тек қана киноға қатысты емес, қазір соңғы жылдар пайда болып жатыр, көбірек. Жалпы 10 фильмді таңдап алғаннан кейін қалай талқылаймыз деген, болмаса қандай концепт тұрғысынан. Сонда жобаны бастаған кезде, болмаса жоба жүріп жатқан кезде осындай бір ортақ ұғымдарға келдік. Біз ол не? Колониализм, постколониализм, және отарсыздану, қоғамдық травмаларымыз, болмаса бізде спикерлерімізде гендерлік, болмаса феминизм теориялары тұрғысынан қарайды. Сосын өте көп талқыланған тақырып ол ұлт ұғымы, сосын мынау identity мәселесі, кімдік деп жүр, бірегейлік деп жүр. Осы сұрақтар әр фильмде ортаға шықты. Ол өте заңдылық, себебі үздік деп талымдалған фильмдер, қарасаңыз, кеңестік цензураның өзінде осы ұғымдарға кино тілі, өнер тілі арқылы өте үлкен позициялар қалдырған. Уақыт өткенде біз жаңа теориялар тұрғысынан, болмаса тәуелсіз көзқарас тұрғысынан соларды ашып қарау, талқылау, ол өте маңызды екенін көрсетті осы жоба. Әрине, 1 сағаттық, 1,5 сағаттық, болмаса 2 спикерімізбен бір фильмді түбегейлі қотарып талқылап тастадық деп айту артық болар, себебі үздік фильмдер өте көп қатпарлы, терең, философиялық бір сондай иірімдерге, болмаса кинематографиялық бір ерекшеліктерге толы. Біздікі бастама ретінде. Жаңа сіздің сұрағыңызға оралсақ, отарсыздану деген ол бір шарамен, болмаса бір зерттеумен болатын нәрсе емес. Ол мынау ұжымдық санада өте терең орныққан, тіпті біздің уақыттардың қатпарына жіберген сондай өте үлкен нәрсе. Оны арылу, болмаса оны арылудан бұрын оны түсіну, оны қабылдау, осындай жобалар арқылы ақырын болады. Бізде мүмкіндігінше, қолымыздан келгенше үлесімізді қостық қой деп ойлаймын. Бүгін сол топ 10-ның, яғни үздік 10 фильмнің соңғы көрсетілімі. Сіздерге рахмет. Жалғасын таба ма, таппай ма, бізде әлі сұрақ күйінде тұр. Дегенмен де сұранысқа ие болып жатыр. Біз мүмкіндігінше тағы 10 фильмді талқылаймыз деп ойлаймын. Осы 10-дық көбінесе классикалық фильмдер болды. Соңғы кездегі біздің
соңғы уақыттағы тәуелсіздіктен кейінгі режиссерларымыз қазір түсіріп жатқан үлкен конкурстарда жүлде алып жатыр. Ондай фильмдер көбінесе білесіздер прокатқа шықпайды, көбіміз көрмейміз тіпті. Осы салада жүргеннің өзінде біздің өзіміздің қолымыз жетпейді соған. Фестивальға барады, қазақ фильм жүйесінде ол прокат қарастырылмаған. Мүмкін болса сол фильмдерден бір 10 фильмді таңдап алып, тағы да осындай сіздермен бас қосып талқылаймыз деген ниетіміз бар. Сіздерге рахмет. Тағы сұрақтар болса, осы жобаға тағы осындай болса екен деген ұсыныстарыңыз болса, қазір тыңдауға дайынбыз. Қазір болмаса әлеуметтік желіде бізді тектеп ұсыныстарыңызды айтсаңыздар, келесі тағы жалғасып жатса, соны ескеретіндей. Кеш жарық, мен есімім Аякөз. Сұрақ қояйын деп едім, алдымен кішкене кіріспе. Мен өзім оңтүстіктен болғандықтан отырарға бізді апаратын мектеп кезімізде. Бірақ бүгінгі фильмді көріп, осы оқиға отырардың тарихына терең үңілген басқа сезім береді екен. Сондықтан да мүмкін бағана басында айтып кеттіңіздер ғой, тарихты университетте, яғни саналы тұрғыда оқытқан мүмкін дұрыс та шығар деген сияқты. Сол ойға қосылатын сияқты менде қазіргі алып отырған эмоциям өйткені басқаша, түсінігім басқаша. Екіншіден, фильмге қатысты айтатын болсақ, егер философиялық және эмоционалдық аспектілерін жиыстырып қоятын болсақ, фильмде кешіріңіз, эмоциялық аспектілерін жиыстырып қоятын болсақ, бір не айтылды да, әлемдегі ең бай қала, отырар деген әлемдегі ең бай қала деді. Бірақ мен фильмнен алған әсерімде бір жұпыны ең кедей қала сияқты болып көрінді. Білмеймін, мүмкін 92-ші жылы түсірілген ғой, сол кездегі продюсерлердің барлық қол жеткізген реквизиттары осы болған шығар. Енді 3-ші ғасыр болсадан неде тұр ғой, андай кепе сияқты үйлерде тұр, ешқандай да бай қалаға ұқсап тұрған жоқ, шынымды айтатын болсам. Сосын мынандай сұрақ. Шыңғыс хан үшін отырарды осылай күйретіп алу шындығында маңызды болды ма? Басқа қалалар мысалға өздігінен берілді ғой, басқа хандар оған. Әлде біз оны тарихқа осындай мағына бергіміз келе ма отырарға? Шындығында сол үшін осыншалықты маңызды болды және осылай 300 күн ба соғысып, осынша әскерін мерт болса да, түбінде жеңіске жету үшін барын салды деп. Яғни бұл оның өзінің эгосын жоғарылату үшін істеді ма, яғни эгосын қанағаттандыру үшін жасады ма, жоқ әлде тарихта шынында маңызды болды ма, әлде маңызды болған жоқ па? Енді ол кездегі тарихшылардың зерттеу бойынша әдебиетте қазіргі фольклорда көрсетілгендей отырар қиратылған жоқ, отырар отқа оранған жоқ. Тарихшылардың зерттеу бойынша, өйткені қатпармен жаңағыдай топырақтарды ашқан кезде ешқандай ізі қалмады. Енді екіншіден жаңағыдай Шыңғыс ханға бұл принципиалды тұрғыдан маңызды болды ма деген. Бұхара, Самарқанд өз қақпаларын өздері ашып берді. Қала қиратылмады, жауынгерлер барлығы мерт болды, қала тоналды, бірақ қиратылмады. Бұл жерде отырар берілмеуі. Берілмеген кездегі бұл жаза. Басқа да, өйткені Шыңғыс хан жорығы жалғаса берді ғой. Басқа қалаларға бұл сабақ болу керек еді. Егер сендер тұрсандар, кімде Інжуде айтады ғой, мүмкін емес деген моңғолдар үшін ұзақ деген мағынаны білдіреді. Біз ұзақ уақыт, жарты жыл, 1 жыл, 2 жыл тұрамыз, бірақ қаланы бәрібір аламыз. Және де алған кезде сендердің жазаларын әлде қайда қорқынышты болады деген бұл да бір сол кезде технология ғой, қорқыту технологиясы ретінде қарастырсақ болатын шығар. Рахмет. Ал егер жаңағы ең бай қала дейін айтады, қыпшақтардың ең бай қаласы деп. Сондықтан бүкіл Хорезм шақтағы ең бай қала деп қарастырмау керек шығар, өйткені Үргеніш, Астана болды, Самарқанд болды, Бұхара болды, әлде қайда бай қалалар болды. Бай қала туралы, менде біріншіден қандай мағынада айтылды. Сол уақытпен қарағанда байлық деген не? Оған да байланысты сияқты. Ал фильм түсіру фактісіне келсек, сол уақытта 90 жылдардың басында соңына дейін фильмдерде бір проблема бар. Ол кино түсіретін пленка бар ғой. Сол уақытта 90 жылдардың басында Қазақфильм Холливудтан сондай пленкалар сатып әкелген екен. Ал шын мәнінде кейін түсінген олардың жарамай қалған пленкалары.
біздікілер сатып алды деп алып келсе керек. Сол Дәрежан Өмірбаевтың айтқан бір әңгімесі бар, сол өте нашар пленка болды, түсіріп алған соң барлық уақытымыз соны жамаумен кетті деп. Әрі 90-шы жылдарда білесіз, мынау декорация бәрі бір мүмкіндіктері де солай болған болуы мүмкін. Немесе атмосфера жасау мәселесі, бағана Асиямен әңгіме болғанда да айтылды ғой. Мынау өзі бір шабыт алған режиссерлардың атмосфера жасау мәселесі. Бұл тарихты көрсетуде, театрда болсын, кинода болсын, әлі бір даулы нәрсе. Бұл Томрис фильмде де бар, біз алтын адам дейміз, бірақ қалай көрсетті балшық үйлер деген. Сосын екінші сұрағыңызға байланысты, мен қазір соған Шалқар мырзаны қосқым келіп тұр. Тарих деген бір жақтан миф дедік, ол шындық мәселесі бар тағы. Жаңа біз үзілісте әңгімемізде Шалқар бір қызық әңгіме айтты, Отырарды Шыңғысханның басып алуы туралы. Әрине миф ол бізге керек, жақсы жағы бар, мүмкін кем тұсы бар, дегенмен де кейде факт, шындық деген бар. Сол тұрғысынан Шалқар өз ойын бөліссе деп ойлап тұрмын. Бүгінгі талқылауға, жалпы фильмге, іс-шараға көп рахмет, жалпы жобаға көп рахмет. Жаңа біз кофе брейктің уақытында кішігірім талқылағанбыз, Анас екеуміз, осы Шыңғысханның шапқыншылығына байланысты. Осыдан 2 жыл бұрын, қателеспесем, Азаттық радиосының қазақ редакциясының редакторы Дархан Өмірбек мынау бірнеше шетелдік және қазақстандық география және су қауіпсіздігі институты бастама көтеріп, мынау Англиядағы Линкольн және Оксфорд университеттері, Голландиядағы университет, Австралиядағы университет, аттарын ұмытып қалдым, бірнеше университеттің ғалымдары бірлескен зерттеу жүргізген. Мынау қазіргі Отырар оазисіндегі өзендердің, көлдердің жалпы қай уақытта, қай кезеңде, қандай жағдайда болған. Сол кезде осы Марк Маклин деген Линкольн университетінің профессорымен Дархан сұхбаттасқан, тексті Азаттық сайтында бар. Сол кезде өте бір қызық зерттеу, мынау қазіргі сол кездегі Отырарды Шыңғысханның жаулап алуы, Моңғол империясының Отырар аймағына шабуылына қатысты бір жаңаша көзқарас алып келетіндей зерттеу. Яғни жаңа өлшем алып келіп жатыр. Геологияға сүйеніп, мынау қазір трендтегі экологиялық тарих деген бағыт бойынша Қазақстанның орта ғасырдағы тарихына қайта қарауға мәжбүрлейтін бір жаңалықтар алып келеді деп ойлаймын. Сол зерттеу өкінішке қарай біздің ғылыми ортада азды көпті талқыланды да, бірақ қоғамдық саяси дискурсқа кіре алмай қалды ол әңгіме. Ол кезде ол зерттеудің ең басты аргументі мынау радиометрика құралдары арқылы ғалымдар бірнеше шетелдік лабораторияға осы біздің Бадам, Арыс өзендерінің арнасынан жаңа топырақты алып, оны зерттеп, сол Шыңғысханның шапқыншылығына дейін мынау ирригация жүйесінде Отырардың төңірегінде үлкен өзгеріс болғанын анықтаған. Яғни бұл климаттық детерминизм емес әрине, десе де климаттың бір өте маңызды фактор екенін аңғартады. Яғни Шыңғысханның шапқыншылығына дейін Отырарда өркениет жойылып кету мүмкін, жойылып кеткен болуы мүмкін деген аргументті қуаттайтын фактілер жинақтаған. Және Шыңғысханның шапқыншылығынан кейінде бұл шапқыншылықтың соншалықты жойқын болғанынан емес, сол кезеңде құрғақшылық өте қатаң болған, қатты болған, және Отырар қаласының қайта қалпына келуі ұзақ уақыт алған. Әмір Темір қайттан сол қаланың маңыздылығын көңіл бөліп қайта түлеткенге дейін сол кезеңде мынау 12-ші ғасырда, 13-ші, 14-ші ғасырда қуаңшылық өте қатты болғанына назар аударады. Бұл әрине бір менің ойымша біздің жаңағы спикерлеріміз атап өткендей, Шыңғысхан қазақ емес, қазақ тарихының орны қандай болу керек деген бір тарихшылар емес, көбінесе дилетантты көзқарасы бар жазушы, ақын азаматтардың бір қоғамда монополистік көзқарасқа ие болу талпынысына бір нүкте қоятын бір үміттің ұшқыны сияқты болып көрінді де маған осы геологиялық көзқарастың біздің дискурсқа еніп жатқаны. Және ол зерттеу және мені қуантқаны біздің мынау география және су қауіпсіздігі институты
осы зерттеуге қатысқан, және осы институт шетелдік бірнеше зерттеу орталықтарының ғалымдарын тартқан. Және бұл жұмыстар алда жалғасады деп ойлаймын. Мен де өзім осы Отырар ауданына, көрші ауданнан тумасымын, және бала кезден бізде осы Отырарға, Түркістанға жиі баратынбыз. Және әлі күнге дейін бұл кезең бойынша, жалпы Отырар бойынша, Түркістан бойынша миф өте көп, және өкінішке қарай бізде мынау объективті көзқарас, ғылыми көзқарас деген көлеңкеде қалып жатыр. Ғалымдардың айтылған әңгімесі ғылыми ортада ғана талқыланады. Және бұл жобаның да бір маңызды тұсы осы кішігірім болса да шығармашылық ортаға объективті көзқарасты барынша кеңінен насихаттауға үлес қосады деп есептеймін. Және спикерлердің барлықтары да жайдан жай емес. Фильм қалай мұқият таңдалса, спикерлерге де таңдау барысында мен өте үлкен мән беретінін байқадым ұйымдастырушылардың. Сол себепті жалпы қорытынды айтқан кезде менің ойымша осы фильм 92 жылы, қателеспесем, 91 жылы. 91 жылы тәуелсіздіктің ең алғашқы жылдарында басында түсірілген. Десе де әрине фильмнен мынау советтік көзқарас, тарихи көзқарастар байқалады. Дегенмен соңғы, мысалы, осыдан 2 жыл бұрынғы геологиялық зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, бұл жаңа бір көзқараспен қарайтын болсақ, шын мәнісінде бұл идеологияның бір инструменті, құрал ретінде түсірілген фильмде болуы мүмкін. Әрине жаңағы алда сөйлеген азаматтар атап өтті, фильмнің жалпы көркемдік жағын, техникалық жағын, мазмұнын өте маңызды, керемет ойлар. Менің ойымша осындай талқылаудың кезінде ғылымға да сүйенетін болсақ, басқа өлшеммен де қарайтын болсақ, мүмкін дискуссия мазмұны арта түседі. Және тарихқа деген көзқарасты біз мынау экологиялық тарих деген секілді жаңа бағытты елемеуіміз мүмкін емес. Және мен енді тарихшы болмағаннан кейін бұл ортада соңғы уақыттары қандай зерттеулер болып жатқанынан хабарсызбын. Десе де осындай жаңа бағыттарды зерттеушілердің жаңа толқыны біздің осы Қазақстан тарихына қызығатын адамдардың қатарында да бар деп ойлаймын. Алдағы уақытта мүмкін жаңа өлшем енетін шығар осы Отырардың әсіресе біздің тарих үшін өте маңызды кезең. Дегенмен өйткені бұл өркениеттің жойылып кетуімен байланысты болғаннан кейін бұл тақырыпты біз айналып өтіп кете алмаймыз. Өйткені біз өркениетті барынша мынау сақтардан, ғұндардан бастағымыз келеді. Одан кейін Отырарды жаңа кітапхана, өзіңіз айтқан, кітапхананы біз барынша тек ол бір ғибарат, іште толған кітап емес, бір өркениет ретінде айтқымыз келеді. Біз ешқандай жабайылардың ұрпағы емес, біздің тарихымызда осындай өркениет болған деген секілді. Екінші жағынан объективті қарау өзіміз үшін өте пайдалы. Өйткені біз қанша мифтің құрбанымыз болуымыз мүмкін. Жақсылық Сәбитов деген тарихшы жиі айтып жүргендей, мифтің соңы соғысқа алып келуі мүмкін, адасуға алып келуі мүмкін. Және өзімізді ұлы халық көру арқылы біз уақыттан кері қалып қалуымыз мүмкін. Өйткені тарихты мифологияға көп жүгіну деген сөз бұл кейінге оралу, артқа оралу деген мағынада көбінесе. Көріп отырмыз, көршіміз тарихқа, жалған тарихқа, мифке көп сүйену арқылы бүкіл әлемде өкінішке қарай 3-ші дүниежүзілік соғыс қаупін төндіріп отыр. Украинаға соғыс ашып отыр. Сондықтан әрине Қазақстан енді ондай амбициясы бар мемлекет деп айта алмаймыз. Десе де өзіміз үшін, өзіміздің хал жағдайымызды нақты білу үшін, өзіміздің потенциалымыз қандай екенін білуіміз үшін тарихқа объективті қарау енді дау жоқ, пайдалы болмақ. Жобаға сәттілік тілеймін, және екінші маусым болады деп үміттенемін. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Бір сұрағым бар еді. Менде бір сұрақ бар еді, Шалқар мырзаға да қойғым келіп еді сол сұрақты. Фильмде бұл тарихи дерек емес шығар, бірақ бір кадр бар да, мешіттің мұнарасы құлап қалған кезде, сол кезде адамдар айта бастады, жаңағы бір ергежейлі айтады ғой, бұл Құдайдың қаһары деген сияқты. Сол кезде енді қазақта айтады, тіл кеспек жоқ деген бағана айтқандай. Бірақ сол адамдардың тілі кесіледі, тіпті айтпағандардың да тілі кесілсін дейді. Яғни сіздің ойыңызша бұл надандықпен күрес па, әлде цензура ма? Егер цензура болса, режиссердің бұл цензураны ақтап алу ма, әлде халықтың рухы түспесін деген сияқты сондай. Сұрағым осы. Енді мен нақты режиссердің қандай идеямен ол кадрды қосқанын білмеймін. Десе де менің ойымша бұл жерде бізде
мемлекетшіл болу деген позицияны көп айтамыз ғой, көп айтады ғой мынау билікте жүрген кісілер. Бұл ақыр соңында биліктің тұрақтылығын сақтауды ақтаудың жолы. Яғни Құдайдың қаһары келді деген бұл елді дүрліктіру деген сөз. Ел дүрліксе, тиісінше билікте отырған азаматтардың билігіне қауіп төнеді, тұрақсыздық пайда болады. Соны ақтау үшін барынша бізде не үшін мынау кризис жағдайда мемлекеттік органдар барынша ақпаратты соңына дейін сақтап отырады, айтпайды. Өйткені олар біріншіден саяси конкуренция арқылы билікке келмегендіктен олар ондай кризистік жағдайға дайын емес. Екіншіден мәселені шешуді білмеуі де мүмкін. Және жабулы қазан жабулы күйінде қалса, мәселе ешкім білмейді, тұрақтылық сақталады деген оймен ғана жыл жауып қойып отыруға тырысады. Және бұл фильмде де меніңше сол барынша мемлекеттік позицияны, билікте отырғандардың позициясын көрсету үшін қосылғанда болуы мүмкін шығар. Кім сияқты ғой өткенде Жақсылық Күлекеев қаңтар туралы айтқан кезде бір сұхбатында бізге қаңтар қырғыны туралы шындықтың бәрін білу міндетті емес. Өйткені біз қазақпыз ғой деген әңгімені айтты да. Шын мәнісінде бұл ешқандай сынды көтермейтін аргумент. Сондықтан жаңа фильмдегі тіл кесуде бұл кәдімгі метафора ғой. Кімнің қолында билік бар, кімнің қолында күш бар, ол барынша шындықты айтқысы келген жерді басып жаныштайды. Біз оның қазіргі күнде де куәсі болып отырмыз. Соңғы уақытта қаншама бізде тәуелсіз журналистерге қарсы қысым жасалып жатыр, мүліктеріне зиян келтіріп жатыр, өмірлеріне қауіп төндіріп жатыр. Басқаша айтқанда бұл нағыз террор. Және бұл әр кезеңде болған және нарративті бақылау бұл кез келген режимнің, биліктің өзінің позициясы. Ол демократиялық мемлекеттерде бар. Бірақ демократиялық мемлекетте нарративті бақылау ол күшпен жүрмейді, ол террормен жүрмейді. Ол барынша аргументпен, барынша пропаганданың демократиялық тәсілдерімен жүреді. Дегенмен де біздегідей ол күшпен орта ғасырда қалай көрдік, тіл кесу болған. Тіл кесу бізде әлі күнге жалғасып жатыр. Сондықтан бұл өте маңызды бір метафора секілді болып көрінді маған. Мәдениетімізге адал халық екенбіз ғой. Иә, қаймағы бұзылмаған. Эпизодты соғыс уақытындағы цензура ретінде де қарастыруға болады, мен ойымша. Өйткені халық шынымен енді Алланың қаһары мен Алланың мейірімі деп қана түсінетін халыққа сол кезде Алланың қаһары бізге жауды, демек біз жеңілеміз деп дүрбелең салуы да мүмкін еді. Соғыс кезіндегі цензура. Соғыс кезінде ақтап алуға болады. Украинада, Ресейде де дәл сондай болып жатыр. Арестовичтің отставкаға кету дәл сондай бір оқиғаға ұқсас болды. Сондықтан соғыс уақытындағы цензура менің түсінігімде әбден орын алуы мүмкін нәрсе, әсіресе қорғанушы ел болған кезде. Иә, мен де бір нәрселер қосқым келіп тұр, бірақ уақыт қысып жатыр. Иә, келесі жылға қалсын. Рахмет. Келесі сөзін жалғасса, осы тобының келесі маусымда кездесеміз. Аманшылық болсын. Thank you.